Жалпы бүгін біздің тақырып ол қайда, қашан, қанша және неге инвестиция жасау керек. Жалпы бұл сала арқылы қалай табысты нәтижеге жетеміз, жалпы нәтижеге жете аламыз ба, осы бойынша сөйлесетін боламыз. Сол себепті жаңағындай максимально информацияның бәрін қабылдап жасап алайық. Эфирді сақталмайды, сол себепті соңына дейін қатысу керек. Себебі мен не үшін эфирді сақтамаймын десеңіздер, себебі осы инвестицияға уақыт бөлмейтін адамдарды мен түсінбеймін де. Себебі сен 1 сағат, хотя 1,5 сағат өзіңнің бүкіл өміріңе әсер ететін ең басты нәрсенің бірі, енді капитализмді өмірде сүргеннен екен, ол біздің ақшамызды. Енді сен сол ақшаға қатысты дұрыс ойыңды өзгертпесең, немесе оны басқаруды үйренуге уақыт бөлмесең, онда не пайда да, ол запись қарап отқанша. Сол себепті осындай прямой эфир болса, сұрақтарыңызды қойып максимально қатысып, тем более мен бұны тегін жасап жатырмын да. Сол үшін жаңағыдай максимально информацияны алу керек. Сол үшін мен запись жасамай, максимально жаңағыдай осылай тікелей эфирде өткіземін. Ал кеттік. Тіпті так естіліп тұр. Бүгін енді қараңыздар, ең басты нәрсенің бірі не десеңіздер, мен сіздерге бүгін ертең 1 миллион теңге уже пассивті кіріс табасыз деп айтпаймын. Неге? Енді оның барлығы енді трейдингта, басқа салаларда айтатын шығар, енді $100 саласың, 1 миллион ертең табасың, байып кетесің деп ше. Мен енді конкретно айтамын да. То есть конкретно цифра, факты бойынша бұл ұзақырақ болуы мүмкін, бұл кейбір адамдарға сәйкес келмеуі мүмкін, ол нормально, бірақ та бұл ең сенімді, ең жүйелі жол болып табылады. Сол себепті жалпы 1 миллион пассив кіріс табу үшін, яғни ай сайын ешқандай жұмыс жасамай, теңіздің жағасында жатсаңыз да, сіздің ақшаңыз сіз үшін жұмыс жасап, айына 1 миллион теңге кіріс алып келу үшін қанша капитал жинау керек, және ол капиталға қалай жетеміз, соны түсіндіремін. Жалпы одан кейін көпшілік адам маған тоже жекеде сұрайтыны, осы акцияны алған стоит па, мынаны алған стоит па, мынаны алған стоит па, жалпы немесе осы қандай акциялар алуға болады деген сұрақтар болады. Жалпы осыны тоже жауап беремін, себебі осы арқылы, бүгінгі эфир арқылы сіздер примерно каждый компанияның қандай екенін түсінетін боласыздар, және қандай компанияға стоит, қайсына не стоит екенін тоже түсіндіремін. Потом енді қай кезде кіру керек, қай кезде күту керек, бұл да өте маңызды сұрақ, себебі акция мықты болуы мүмкін, бірақ та оны дұрыс емес кезде кіріп қойсаңыз, онда сіз минуста қаласыз. И одан кейін бір акцияға капиталдың қанша бөлігін бөлеміз, жалпы ақша жоғалтпау үшін не істеу керек, соны тоже бөлсем максимально пайдалы болады деген ойдамын. Сол себепті кеттік. Бұл эфир кімдерге пайдалы? Енді осы жақта давайте мен кішігірім достерден опрос өткізейін. Біріншісі ол ақшасы бар, бірақ оны қайда салуға білмейді. Егер де бұл сізге таныс болса, чатқа 1 деп жаза кетсеңіз болады. Екіншісі ол акция сатып аласыз, бірақ та сізде нақты жүйе жоқ. Яғни осындай болса, сіз 2-ні жазып кетіңіз. Үшіншісі, сіз портфеліңіз бар, бірақ та нәтижеңіз көңіліңізден шықпайды. Сол кезде уже 3-ті жазып кетіңіз. И төртіншісі ол капиталын ұзақ мерзімге өсіргісі келеді, сол кезде 4-ті жазсаңыз болады. И уже 5-шісі хайппен емес, жалпы логикамен, жүйемен шешім қабылдағыңыз келсе, онда уже 5-ті жазсаңыз болады. Сол кезде мен примерно кім қандай, яғни 1, 2, 3, 4 бәрін жаза берсеңіздер болады. Сол арқылы мен примерно кімге қандай информация керек түсініп отырамын. Так, мына жақта бізде 2, 3, 4, 5 дейсіз, керемет. Хорошо. Жақсы, өте жақсы. Онда келесіге жылжиық. Жалпы қараңыздар, мен кіммін және бұл тақырыпты мен не үшін айта аламын? Мен есім Елжан, жасым 24, мен отбасылымын. Жалпы мен негізгі мамандығым, жалпы жұмыс жасап бастаған негізгі жолым ол осы математика пәні мұғалімінен, себебі өзім Казгудағы научная математика мамандығын аяқтағанмын. Және осы жақта осы цифры, сан, жалпы есептеу деген нәрсенің бәріне өте жақын болдым. Сол себепті маған осы салаға қадам басқан өте оңай болды. Одан кейін инвестициядағы ең басты негізгі фокусым ол хайп емес, бірлеттік бай кету емес, ол рискті сақтау, капиталды жүйелі көбейту, и андай бір тал удачный сделкадан емес, жылдан жылға стабильно белгілі бір деңгейде өзімнің байлығымды көбейту. Жалпы менің мақсатым ол адамдарға акцияны үйрету емес, білесіздер де, акцияны мен итакта тегін ютубта үйретемін, ол арқылы жаңағыдай қаншама адам уже осы инвестиция қадам басып жатқанына қуаныштымын. Тем более бұл жақтағы ең негізгі нәрсе мен айтатыным ол халал инвестиция, себебі Қазақстанда білесіздер де, то есть әртүрлі адамдар әртүрлі тақырып үйретеді, бірақ та именно халал үйрететіндер өте аз. Сол себепті именно халал инвестицияны үйретіп жатқан Қазақстанда осылай қадам басып жатқан адамдардың бірімін. Сол себепті енді басты менің құндылығым осы, адамдарға именно адал нәрсеге көңіл бөлгізу, и осы бойынша жалпы байыту болып табылады. Ал кеттік. Жалпы бір акциямен байып кету деген ол миф. Сол себепті сіздерді көптеген адам сұрайды ғой, қай акцияны аламын, осы қай акция өседі, соны айтшы деп. Ол нереально екен. Бір акция өссе де, ол акция ертең сізде ол минусқа кетіп қалып, сіз қатты қиналып қалуыңыз мүмкін. Сол себепті ешқашан да ол бір акциямен сіз байымайсыз. Ал қандай акциямен байымын десеңіз, сіз әрбір сатып алған акцияңыз 15-20%-ға өссінші, қатты өспей қойсын, сіз сонымен байисыз. Өйткені сіздің салып жатқан ақшаңыз өшіп жатса, сіздің іштей өзіңіздің портфеліңізге инвестиция жасауға деген мотивацияңыз оянады. Ал ол мотивация арқылы сіз не істейсіз? Тапқан ақшаңызды уже салғыңыз келіп тұрады да.
ай сіз бір акцияға бүкіл ақшаны салып қойып, алдында маған тоже бір кісі жазады, бүкіл бар ақшасын бір акцияға салған 5 миллион теңгесін, и ол 99%-ға құлаған ғой. 99%-ға құласа, ол 4.900.000 теңгесін жоғалтқан. 100.000 теңге ғана тұрып қалған акциясы. И одан кейін ол не істейді, ол енді қайтадан 5 миллионға келе ма десе, скорее всего келмейді, өйткені ол акция қайтадан өз бағасына келу үшін ол қанша 9.000 есе өсу керек. Ал ол деген бір сөзбен айтқанда почти нереально. Түсінікті ғой, сол себепті осы кезде өте жақсы нәрсе түсіну керегіміз. Біз әрдайым біздің таңдаған шешіміміз, әрдайым біздің таңдаған акциямыз өсу үшін ол жақта бізде сол акцияларды таңдайтын өзінің бір жүйесі болу керек. И бүгін мен сіздерге именно осы жүйе бойынша сөйлесетін болсақ, осы жүйені үйретемін. Менің ойымша көптеген адамдарға бұл өте пайдалы және түсінікті болады деген ойдамын. Егер де сіздерге жалпы мен даусым естіліп жатса, дайын болсаңыз, давайте чатқа жаза кетейік бәріміз. Эфир примерно 1-1,5 сағат созылады, где-то 8:30-ға дейін сұрақ жауаппен солай уақыт алады. Көп созбай нақты нәрселерді айтқым келеді. Сол себепті давайте чатқа от жіберіп, ақша жіберіп бәрін істеп тастайық. Одан кейін уже ақырындап информацияға өте береміз. Кеттік. Вот біріншісі неге саламыз, қайда саламыз, қашан кіреміз, қанша саламыз и сопровождение жайында соңында сіздерге информация беретін боламын. Ал кеттік. Так, инвестицияға 4 негізгі сұрақ. Ол біріншісі неге, екіншісі қайда, үшіншісі қашан, төртіншісі жалпы қанша ақша саламыз, осы нәрсенің бәрін және түсіндіретін боламын. Так. Көрініп тұр ғой. Так, ең бірінші менің айтқым келетіні жалпы неге инвестициямен айналысу керек деген нәрсе. Бұл нәрсені тоже көпшілік адам түсініп алу керек. Неге десеңіздер, өйткені инвестиция дегеніміз қандай нәрсе десек, ол мысалы сіз бүгін әркімнің өзінің табатын табысы бар да. Мысалы біреу кәсіп жасауы мүмкін, біреу жұмыс жасауы мүмкін, біреудің жұмысы жақсы жүріп жатуы мүмкін, біреу жақсы ақша тауып жатуы мүмкін. Бірақ та егер де адам ол ақшаны дәл қазіргі уақытта дұрыс басқарып өзіне басып ұстап қалмаса, яғни жинап, яғни акцияға салып, үйге салып, алтынға салып деген сияқты, ол адамның ертең болашақта ондай табыс табуы екіталай болады. Себебі бәріміздің ата-анамыз кезінде жақсы әрекеттер жасаған, жақсы мүмкіндіктер болған, бірақ та оны қолданғандар қазір өте бай, ал қолданбағандар өте қиын жағдайда да. И сол себепті біздегі басты мақсат не? Бүгін бізде мүмкіндік бар ма, энергия бар ма? И дәл бүгінгідей біз ешқашан жас болмайтынымызды түсініп, дәл бүгін энергия бар кезде тапқан ақшамыздың барлығын капиталға салу керекпіз. Өйткені капиталға салғаннан кейін уже белгілі бір уақыттан кейін бізге жұмыс жасамайтын уже деңгейге жетіп аламыз. Жұмыс жасамайтын деңгейге жеткеннен кейін әрине бізге көптеген нәрсе жеңіл болады. Өзіміз қалаған уақытта тұрамыз, өзіміз қалағанда графикте өмір сүреміз, өзіміз қалаған елде, жерде тұра аламыз. И бұл деген көптеген жалпы қазақтардың арманы деп ойлаймын. И осы арманға, осы мақсатқа мен көптеген адамдарға жетуге көмектескім келеді. Себебі мен өзім осы өмірдің ләмін сезіп көргеннен кейін мен үшін бұл өте жақсы болды. Себебі мен осы қыста 3 ай бойы Балида тұрған болатынмын. Балида, яғни теңіздің жағасында ешқандай жұмыс жасаған жоқпын. И акциялық ақшаларын бәрін салып қойғам. И сол ақшадан белгілі бір табыс түсіп тұрды, где-то 800 мың, 1.200.000 теңге. И ол андай база бір расходтың көбісін жапты, аренданы, тамақты, и жалпы қырдырды деген сияқты. И мен сол кезде түсіндім, бұл деген өте керемет теңге екен. Енді дәл осылай Америкада тұрсам қалай болады екен деп. Бірақ Америкаға ол жақта уже примерно 10 миллион теңге керек екен де. И сол себепті мен түсіндім, менің 100 мың долларым ол өте аз, маған хотя бы 10 миллион доллар жинау керек деп өзіме мақсат қойдым. И сол себепті осылай инвестиция әлемінде қазір қадам басып, қанша адамдарға үйретіп, и осы бойынша қазіргі негізгі табысымды тауып отырмын. Инвестициялық қосымша табыс осы блог арқылы ол менің және екінші негізгі табысым болып табылады. Ал кеттік. Сол себепті инвестиция дегеніміз ол белгілі бір үлкен мақсаттарға, мысалы баспана болсын, білім болсын, бизнес болсын, соған құюға, жалпы ақша жинауға арналған ең керемет инструменттердің бірі. Себебі сіз білесіз, депозитке ақша салсаңыз, оны шығарып аласыз, екіншіден ол халал емес. Ал акцияға ақша салсаңыз, ақшаға салып қойдыңыз, болды, одан кейін сол шығара алмайсыз, себебі акцияны күту керек те, оның өскенін. Күте бересіз, и белгілі бір уақытта ол уже ақырындап өсіп өзінің жемісін береді. Сол себепті инвестицияның ең үлкен плюсы бұл жақта ақша шынымен де жиналады, себебі сіздің құйған ақшаңыз ол просто акциялау емес қой, сіздің ақша бердіңіз ба, значит сол компания сіздің ақшаңызды алды да өзінің бизнесін жасап жатыр да. Мысалы Nike-қа ақша құйдыңыз, Nike өзіңе мысалы кроссовка тігу үшін мата сатып алды, сол матадан кроссовка тікті, кроссовкасын сатты, тапқан пайдасынан сізге берді, и сіз және осы Nike компаниясымен бірге байып жатсыз деген сияқты негізгі принцип қалыптасады. Кеттік. Жалпы енді қараңыздар, 1 миллион теңге пассив кіріс табу үшін қанша капитал қажет дейді. Бұл жақта енді мен 3 түрлі нәрсені алдым, яғни 3 түрлі кірістілік, яғни бұл теңгемен санағанда, егер де біз ең минимальный рискісі төмен кірістілікпен именно акция саласында айына 1 миллион теңге тапқымыз келсе, бізге 60 миллион теңге керек. А если біз орташадан жоғары рискпен айналысып, уже кішкене рисковать етіп, портфеліміз минус 30%, минус 40%-ға кетіп қалып, кейбір айларда жақсы пайда тауып, және ай сайын белгілі бір пайда тапқымыз келсе, ол кезде уже
бізге 40 миллион теңге жеткілікті, ай сайын миллион теңге алып отыру үшін. Ал егер де біз тіпті қатты рисковать ететін болсақ, ол кезде бізде айына 1 миллион теңге пассивка ұстау үшін онда бізге 30 миллион теңге ақша керек. Енді бұл капиталға қалай жетуге болады? Мысалы, егер де біз айына 100 мың теңгеден салатын болсақ, 30 миллион теңгеге біз 7 жыл 9 айда жетеміз, ал 60 миллион теңгеге 10 жыл 2 айда жетеміз. Бұл жақта қарасаңыздар, сіздің салған ақшаңыз ол қанша? Сіздің салған ақшаңыз всего лишь бұл жақта 10 жылдың ішінде 12-де 2 миллион теңге ол сіздің ақшаңыз салған, ал қалған 47-де 8 миллион теңге ол сіздің ақшаңыздың үстінен түскен проценттер. Ол қалай жұмыс жасайды десеңіздер, мысалы, сіздің алғашқы салған ақшаңыз ол тауық. Ол тауық сізге балапан алып келеді. Сіз сол балапанды жеп қоймайсыз, сол балапанды тағы да жұмыс жасайсыз. Ол балапан өсетте, ол уже 2 тауыққа айналады. Сосын 2 тауық не істейді? 2 тауық уже 2 балапаннан алып береді. Одан кейін ол 4 болады, одан кейін ол 8, 16, 32, 64 деген сияқты дальше кете береді. Сол себепті әрбір инвестициядан түскен табысқа тиіспей, оны қайта инвестициялау ол сіздің мақсатыңызға жетуге өте жылдам көмектеседі. Өйткені 200 мың теңгеде айына жинайтын болсақ, біз 30 миллион теңгеге 5 жыл 7 айда жетеміз, 60 миллион теңгеге 7 жыл 9 айда жетеміз. Егер де сіздің жасыңыз мысалы қазір 30-40-та болатын болса, ол идеально да. 40-50-де болатын болса, тоже жақсы. 50-ден ассаңыз ол жақсы, 60-дан ассаңыз енді уже қиындау да. Сол себепті егер осы жақта отқан адамдар примерно жазсаңыз нешеде тоже жаза кетіңіздерші, мен примерно түсінейін. Себебі әркімге тоже білгім келіп тұр да, то есть сіздерге қалай екенін. Кейбір адамдар үшін ол кеш болуы мүмкін, кейбір адамдар үшін ерте болуы мүмкін. Жалпы әркімге әртүрлі, мысалы 20, 17, 42. Именно жастардың осыны ерте біліп жатқаны, мысалы 48 дейді, ең үлкен кісі бұл жақта. 50 жас. Да, ең үлкен кісі нешеде екен? Маған сол қызық болып кетті да. 47, 33. Так, бізде ең үлкен кісі, бізде 50 жаста екен. Енді 50 жастан бастап қазіргі уақытта бүкіл фокусыңызды қойып, осы саладан білім алып, 53 жас бар екен, егер тапқан табысыңыз бәрін хотя бы мына жақтағы 200 мың теңгеден салып отырсаңыз, ол кезде уже мына жақтағы нәтиже намного жеңілдейді. Так, получается, егер де сіз 57 жаста болсаңыз, мысалы 53 жаста болсаңыз, сіз хотя бы егер де 200 мың теңгеден 7 жыл бойы салып отырсаңыз, сізде мынау 60 миллион теңге деген сума шығады. 60 миллион теңге деген сума шыққаннан кейін, одан кейін сізге осы нәтижеге жеткен намного жеңілдейді. Неге? Өйткені енді былай қарасақ, көбісі былай да ойлауы мүмкін, 200 мың теңгеден, 100 мың теңгеден, 500 мың теңгеден, миллион теңгемен жинау қиын ғой деген ой болады по-любому кез келген адам басында. Бірақ та енді өмір деген ешкімді аяп жатқан жоқ қой, көресіздер, өздеріңіз білесіздер да, что ешқашан сіздер үшін үкімет болсын, сіздің бала шағаңыз болсын, сіздің ата-анаңыз болсын, сіздің туысқандарыңыз болсын, ешқандай адам ол сізге көмектеспейді. Сізге көмектесетін тек қана өзіңіз. Мен әрдайым айтамын да, лучше ақша жинап қиналған дұрыс та. Себебі болашақта біреуден ақша сұрап қиналғанша, лучше қазір ақшаны жинап қиналған дұрыс. Өйткені қазір ақшаңызды жинап жұмыс жасап қиналсаңыз, ертең соның және жемісін көресіз. Сол себепті бұл жақта өте маңызды нәрсе, яғни өзіңізге осы нәрсені түсіндіру ғой. То есть мен қазір қиналайын, қазір жұмыс жасайын, но болашақта менің және нәтижем өте мықты болады деген. Осы нәрсені түсініп алсаңыздар, уже көптеген нәрсе және жеңілдейтін болып табылады. Сол себепті айтқым келетіні, егер де мысалы сіз және айына 500 мың теңгеде жинасаңыз, сіз 30 миллионға 3 жылда жетесіз, ал 60 миллионға 4 жыл 11 айда жетесіз. Ал 1 миллион теңге жинасаңыз, онда тем более өте тез, мысалы 1 жыл 11 айда жетіп аласыз. Жалпы менде сұрақтар болды, жаңа осы 100 мың доллардың қаншауы сіздікі, қаншауы былай нарықтан түсті деген. Примерно айтқан кезде 80 мың доллар менің өзімдікі, өзімнің ай сайын 5 мың 10 мыңнан жинағаным. Қалған 20 мың доллар ол нарықтан түскен сума. Өйткені мен көбірек суманы осы қанша 7-8 ай бұрын салдым, и оның жемісін енді көріп жатырмын да. Себебі мен үлкен компанияларға ақшам салып қойғам ұзақ мерзімге. Олар мысалы енді өсіп бастап жатыр. Себебі осыған дейін басқа сала өсті, енді именно осы сала өсуде. Сол себепті мына жаққа тоже жазыңыздар, кім айына қанша сумадан сала алады, қанша сумаға ниеттеніп отырсыздар, тоже мен білейін. Себебі мысалы енді әркімнің жағдайы әртүрлі, и осы бойынша жалпы өздеріңіз есептеп көрсеңіздер болады. То есть қанша ақша, қанша жылда қалай жинаймын дегенді. 60 мың, 30 мың, 200 мың, 100 мың, керемет. Бастысы қандай сума болмасын, әрдайым ең басты нәрсе не десеңіздер, ол тоқтамау ғой, то есть стабильно жинау. Мысалы біреу үшін жас болсаңыз 30 мың жетеді, бірақ жас кезде сол көбірек жинау керек қой, желательно ше. Мүмкіндік болса көбірек жинап тастау керек жас кезде. Енді жас кезде жинамасаңыз, потом жинаған кішкене қиын болады. Вот осы нәрсені прям жақсылап түсініп алыңыздар. Кеттік, келесі. Жалпы ең күрделі пайыз дегенде бұл жақта уақыт неге ең қымбат нәрсе десеңіздер, бұл өте маңызды нәрсе. Себебі
мына жақта қандай нәрсе бар. Бізде соңғы, егер де біз өз салған ақшамызды 5 жылдың ішінде ол 12 миллион теңге, бірақ үстінен түскен суммасы ол уже 24,6 миллион теңге. А если 10 жылға санасаңыз, ол кезде уже сіз егер де айына орташа 200 мың теңге салып, жылдық орташа 30% тауып отырсаңыз, сіздің және салымыңыз өзгермейді, тек қана уақыт өзгереді, айына 200 мың теңге стабильно саласыз. И сол кезде уже 5 жылда 24 миллион болса, неге мынау 10 жылда 115 миллион, одан почти 4,5 есе көп. Бірақ капитал өсті, бірақ салым, және өзіңіздің салған ақшаңыз, ол всего лишь әлі де 200 мың теңге. Себебі бұл жақта уақыт өткен сайын сіздің ақшаңыз ол өзінің үстіне өзі қосылып тезірек жұмыс жасап бастайды. И бұл біз үшін негізі өте керемет дүние. Енді бұл жақта тоже осы инвестициямен айналысатындар әрдайым былай жазады, ол жылына 30% таппайсың ғой деп ше, ол қандай адамдар таппайды. Қандай адамдар таппайды десеңіз, ол барлық секторға ақшасын сала беретін адамдар таппайды. Себебі S&P 500 болсын, Уоррен Баффет болсын, олар не істейді, максимально широкий рынокқа инвестиция жасай салады. И соответственно бір рынок өсіп жатады 40-60%, ал бір рынок ол не істейді, құлап жатады, минус 10%, 20%. Сол кезде ол средний не істейді, 20% табады. Ал біздің стратегия қандай десеңіз, біз өсіп жатқан негізгі секторларға инвестиция жасаймыз. Бұл деген көптеген адамдарға тоже инсайт болады деп ойлаймын. Себебі яғни инвестицияның өзін ол түсіну керек, ол жаққа білім керек, білім болған кезде ғана уже сіздерде жақсы нәтиже болады. Сол себепті егер де сіздерде қысқа мерзімге 6-12 ай болатын болса, онда мен сіздерге айтқым келетін инвестициямен айналысу керек емес. Өйткені 6-12 айдан кейін ақшаны шығарып алатын болсаң, онда сен үшін сложный процент жұмыс жасамайды. Если орта мерзімге болатын болса, ол кезде тек қана фундаменталды мықты акцияларды алу керек. Себебі 1-3 жылдың ішінде, мысалы 40%, 30%, 20%, 80% өсетін акциялар болады. И сол себепті осындай акцияларға инвестиция жасау арқылы сіз және де орта мерзімде капиталыңызды көбейте аласыз. А если ұзақ мерзімді десеңіз, ол кезде уже сіз енді 100% бай болуыңызға сізде не бар да, гарантия бар да. Себебі сіз не істейсіз, сіз ай сайын тоқтамай дисциплинамен білім алып ақшаны сала бересіз. И 5-10 жыл деген ол оңай емес қой, өзіңіз де білесіздер, ол өте ұзақ уақыт. Егер де осы ұзақ мерзімде айналысатын болсаңыз, ол сіздер үшін өте мықты нәтиже болады. И барлық стратегия неден басталады десеңіз, ол сіздің жеке мақсатыңыздан. Біздің бәріміздің мақсатымыз не? Ол қаржылай еркін болу. Қаржылай еркін адам деген қандай адам десеңіз, ол таңертең тұрған кезде жұмысқа баруына немесе бірнәрсе жасауына қажет емес адам. И ол адам спокойно өзінің ақшасын өзі тауып алдырып, өзі кайфовать етіп, сол қалған ісімен айналысады. Мен мысалы немен айналысқым келеді десеңіздер, мен және өзімнің ұлыммен уақыт өткізгім келеді. Мен гольф ойнағым келеді, мен велоспортпен айналысқым келеді. Мен және де шаңғы тепкім келеді, мен ел аралағым келеді, мен жалпы адамдарға көмектескім келеді. Білім саласында, мектеп, университеттерде білім бергім келеді. И сол себепті әр адамның өзінің қалаған ісімен айналысу үшін оның өзінің қалаған капиталымен қалаған табысы болу керек. Сол кезде адамдар көптеген өзі қалайтын затты жасай алады. Мысалы, мына жерде тоже сұрапты, бірден 2 миллион теңге салса бола ма деп. Әрине болады. Бірақ та тоже оның өзінің тәуекелдері бар, оны ақырындап түсіндіреме. Экран соңғы дұрыс неге көрінбей тұр екен? Қазір мен қарап жүрейін. Менде бір нәрсесі дұрыс емес болып кетті де қазір. Так, көрініп тұр ғой? Кеттік. Енді бізде вообще портфельде негізі 3 түрлі бөлік бар. Ол қандай бөлік десеңіздер, ол ең біріншісі қорғаныс деп аталады. Қорғаныс деген ол инфляцияны сақтау, тұрақтылық үшін. Мысалы, ол кезде біз не істейміз? Біз тек қана алтын, ETF-тар, ETF деген не десеңіз, әлемдік компанияның қосындылары немесе жай ғана күміс, немесе белгілі бір мықты үлкен компаниялардан алып қоямыз. Екінші бөлігі ол бізде негізгі капиталдың жұмыс жасайтын бөлігі, ол бізде фундаментал компания. Фундаментал мықты компания деген не десеңіз, оның акциясы құлаған, яғни адамдардың бәрі ол акцияға, ой, бұл акция болды, өспейді, қызық емес деп шығып кеткен, сатып кеткен. Бірақ та компанияның өзі мықты болып тұрған акция болып табылады. Енді ондай акциялар бізде өте көп. Қазіргі уақытта біз өзіміз қаншама уақыт бойы салып, енді битіп күтіп жүрген акцияларымыз өсіп жатыр да, соған шүкір деп жатырмын да. Мысалы, Adobe деген компаниямен қаншама уақыт бұрын айтқам, CRM деген компания, CTSH деген сияқты әртүрлі компания бар. Intu деген компанияны тоже мен бөліскем. Яғни ұзақ мерзімге салып қоясыз, күтесіз, күткеннен кейін олар 15, 20, 30, 40, 50%-ға дейін өсуі мүмкін. Одан кейін орташа риск деген ол свинг деп аталады. Свинг деген ол, яғни акцияңызды мысалы бағанағындай 1 жылға салмайсыз, сіз 1 рет салып қоясыз, бірақ та ол 1 айда, 3 айдың ішінде 15-20%-ға тез өседі. Яғни ондай акцияларды таңдау ол өте қиын, ол өте рисковый, себебі ол акция салу арқылы сіз даже минус 30, минус 50%-ға да кетіп қалуыңыз мүмкін. Сол себепті бұл жақтағы мен өзім негізгі қолдайтын негізгі жүйе ол фундаментал мықты компанияға ақша құю. Яғни фундаментал мықты компанияға ақша құю арқылы сіз әрдайым капиталыңызды сақтап, ұзақ мерзімді инвестиция жасау арқылы ешқандай стрессіз капиталыңызды көбейте аласыз. Кеттік, оларды жалпы қалай табамыз? Біз жалпы негізі акция іздемейміз. Акция іздемейміз деген ол не деген сөз? Мысалы,
көбісі былай ойлайды, мысалы танымал акцияны ала салу керек, немесе бәрі айтып жүрген акцияны, немесе осы салада осы акция жақсы ғой деп өтірік ала салады. Бірақ та біз үшін ол нәрсе маңызды емес. Біз үшін ең маңызды нәрсе ол қай жаққа ақша құйылып жатқанын іздеу. Мысалы қараңыздар, капитал деген нәрсе қалай жұмыс жасайды? Бізде кез келген экономиканың циклы ол белгілі бір алгоритммен жұмыс жасайды, и ол әрдайым бірдей жұмыс жасайды. Ол мысалы қараңыздар, бізде бірінші не болды? Бізде ковидтан кейін білесіздер да, экономика қатты құлады, бәрі быт болды, бүкіл нарық в общем ужас болды ғой. И сол кезде ол қалпына келу үшін Америка нарығы ставканы төмен қылады, яғни кредитті арзан қылады. И соответственно компаниялардың барлығы кредит алады, компаниялардың бәрі жалақ жаңағыдей адамдарды алады, рисковать етеді. И соответственно бұл кезде бізде технология секторы өседі. И осы кезде біз байқасақ, біздің қаншама кішкентай компаниялар өсіп кетті, искусственный интеллекттің бәрі осы арқылы қатты дамып кетті. Екінші фаза ол бізде өсу, яғни уже экономика қалпына келді, енді дальше өсу үшін бізге көбірек өндіріс керек. И өндіріс кезінде мысалы мына жақта бір адам тоже жазды маған жай ғана күміске салып 500 мың теңге жоғалттым деп. И өздеріңіз естеріңізде болса, осы екінші фаза күміс пен алтын өсу кезі еді. Өйткені осы кезде бізде материал, энергетика, жалпы экономика қызып, андай сұраныс өте жоғары болды. Соответственно, ол қатты өсіп кетті де барлығы. Қатты өсіп кеткен кезде, кеш сатып алған кезде, конечно, адам уже минуста қалады. Енді бізде келесі сектор қандай десеңіз, қазіргі уақытта не болып жатқанын байқасақ, бізде искусственный интеллект акциясы құлап, именно осы денсаулық сақтау, энергетика деген сияқты андай спокойный, тыныш салалар өсіп жатыр. И бұл жақта бізде уже экономика баяулаған кезде біз көбінесе осы секторға фокус қою керекпіз. Себебі әрбір жылы әртүрлі сектор өседі. И қай сектор өсу екенін біз әрдайым аналитика жасап, оны қарап отырамыз. И қарап отырған кезде сол салаларға ақша салу керекпіз. Себебі егер де біз қазір біліп тұрмыз, что технология болды, уже пигіне келді, қаншама сатты, искусственный интеллект өсті. Енді ол скорее всего өспейді десек, біз не үшін оған ақша саламыз? Лучше біз ақырындап басқа секторға ақша салу қажетпіз. Ол мысалы осы баяулау секторына. Қалай бақылап отырамыз десе, ол жаңалықтар оқисыз. Жаңалықтар оқисыз, әртүрлі және сайттар бар. И сайттардың ішінде именно Finviz бар. Finviz деген сайт бар. Finviz деген сайт арқылы осы нәрсені көруге болады. Оны қалай көресіздер десе, соңғы мынау общий Maps ашасыз да, қай жақ өсіп жатыр, қайсы құлап жатыр, просто соны көре саласыз, болды. Осы арқылы сіз кез келген жақта не болып жатқанын түсіне аласыз. Осы жақта сұрақтар болса, жалпы түсінікті болып жатса, давайте чатқа от жіберейік, ақша жіберейік. Сұрақтар болса, бірден жазып отырыңыздар, мен көріп отырмын да, бірден жауап беріп отырмын. И осы арқылы жаңағыдей сіздерге түсінікті болып жатыр ма, түсініп отырамын. И дальше ары қарай жалғастырайық, өйткені ары қарай одан да қызықты нәрселер бар. Кеттік қой, Так, енді қараңыздар, жалпы кез келген компания таңдайтын кезде біз енді бірінші сұрақ қайда ақша қоямыз деген кезде біз осы сұрақтарға жауап беру керекпіз. Жалпы бұл секторға ақша кіріп жатыр ма? Бұл сектор өсуіне вообще шанс бар ма? Себебі бірінші акция таңдамас бұрын біз жалпы секторды ойлау керекпіз. Бізде мысалы секторлардан қазір не бар, мысалы память секторы деп айтайық, кибербезопасность секторы деп айтайық, батарейка жасау секторы деп айтайық, немесе энергетика секторы деп айтайық. И біз жалпы өзімізге сұрақ қоятын болсақ, бұл секторға ақша кіріп жатыр ма? Жалпы бұл сектор не үшін өсу керек? Қазіргі уақытта енді примерно батарейка жасайтын деген секторды айтайықшы. Мысалы батарейка секторы жалпы алдағы уақытта өсе ма? Қалай ойлайсыздар? Мысалы машинаға батарейка жасау. И менің ойымша ол скорее всего өседі. Неге? Өйткені қазіргі уақытта бензин қымбаттады, уже Қазақстанға қаншама уже электрический машина келді, әлемге қаншама машина шықты. И соответственно уже болашақта тек қана осы батарейкаға деген спрос ол тек қана жоғары болады. Одан кейін нақты катализатор бар ма? Жалпы бұл салада адамдарда шынымен спрос бар ма? Спрос болса ғана бұл салаға біз ақша саламыз. Одан кейін жалпы компания өзінің капиталын қалай басқарып отыр? Қаншалықты өзінің пайдасын тауып жатыр? И жалпы оның таза табысы бар ма? И одан кейін оның осы табысы, оның өсу үдерісі, бұның барлығы мен қазір тоже түсіндіремін дополнительно. И инсайдерлер деген кім десеңіз, компанияның өзінің ішкі яғни басшылары бұл акцияны сатып алып жатыр ма? Егер де осы алты сұрақ бізге жұмыс жасаса, біз скорее всего акцияны аламыз. Егер де жұмыс жасамаса, акцияны алмаймыз. Бірақ бұның барлығы примерда түсінікті болады. Одан кейін жалпы оның қарызынан кейін оның жалпы қолында тірі ақша бар ма? Компанияның маржасы қанша? И қаншалықты бұл компания өзінің конкуренттеріне мықты, осыны біз тексереміз. И тексеріс ретінде мен сіздерге мына жаққа EMU компаниясын дайындап қойған болатынмын. EMU компаниясын кім біледі? Давайте чатқа жазайық. Так, көріп отырмын мына жақта. Акция өссе, ETF-ке салса бола ма? Иә, болады. Қазір минус болып жатырмын. 67% дейсіз бе? И 1.67 ма? 1.67 болса, ол детский уровень ғой. Робот гуманоид керемет, роботқа тоже жақсы сала.
байтыңдаршы тез жұмыстан шаршадық дейсіз. Хорошо, эмюді көбіміз біледі екенбіз, керемет. Енді эмюді көбіміз білетін болсақ, біз мына жақта кішігірім айта кетейін, эмюдің бізде мынандай фундаменталды показательдері болады. Показатель деген не? Ол кәдімгі, енді біз кез келген адам енді не ойлайды, ақша салмас бұрын, ол сіз қаншама еңбектермен ақшаңызды қандай бизнесқа салам дегенді ойлайсыз. Мысалы, сол үшін біз эмюді примерно талдап көрейік. Ең бірінші, эмюдің маркеттағы бағасы, яғни өзі компания егер толықтай сатылып кетсе, оның құны қанша десеңіз, ол 929 миллиард доллар екен. Керемет. Хорошо, компания қанша таза пайда табады екен? Ол бізде 50 миллиард доллар табады екен. Вообще күшті деп ойлаймын. И осы компанияның бағасына, яғни 929-ды, осы оның таза табысына бөлетін болсақ, бізде мынау 18 деген показатель шығады. Бұл біз үшін жақсы, неге өйткені технология секторында, яғни жалпы компаниялардың орташа осы PE деген показателі, оның құны мен оның тапқан пайдасына шаққандағы үлесі, ол бізде 25 пен 30-дың арасында. Енді 18 деген бұл енді память сектор үшін қазіргі уақытта жақсы. Сол себепті осылай біз оценка жасай аламыз. Одан кейін жалпы компанияның өсу қарқыны қанша екен? Мысалы, мына жақта қарасаңыздар, осы жылы компанияның таза пайдасы 783%-ға өсіпті. Келесі жылға бұлар өзінің алдын ала алған заказдарымен, жоспарларымен, алдын ала орындайтын енді контракт дейді, осы контракттарын санаған кезде оның болашақтағы пайдасы келесі жылдағы тағы да 100%-ға өседі деген жоспар болып тұр. И одан кейін біз тағы не көреміз? Компанияның қарызы мен ода бар капиталы. Егерде мысалы, мына жерде біз 006 деген показательді көріп тұрмыз. Бұл показатель бізге не деген сөз десеңіздер, оның 100 миллион теңге ақшасы болса, оның тек қана 6 миллион теңге қарызы бар екен. Бұл деген компанияның өте устойчивый, берік, мықты екенін көрсетеді. Біз осы арқылы компания ақша салмас бұрын оның осындай ішкі қаңқаларын көреміз. Яғни точно нормальный компания, нормальный емес па деген. Одан кейін мен дополнительно мынандай скриншот қойып қойдым. Жалпы осы компанияда қанша ақша бар деген сұрақ қойып, қанша қолында ақшасы бар екен? Ол 50 миллиард тауып жатыр. Молодец, күшті, бірақ та ол реально бар ма ол ақша қолында? И біз мына жақта қарасақ, ода осы 2026 жылдың бірінші кварталында 3 миллиард болды. Өйткені бұл кварталды сентябрьда баса келеді. 2026-ның екінші кварталында 5 миллиард болды, ал үшінші кварталында уже 17 миллиард доллар таза шынайы ақша бар екен. Бұл біз үшін не деген сөз? Бұл біз үшін өте керемет. И осы арқылы біз компанияның сапалы екенін біле аламыз. И сол себепті кез келген компания қараған кезде әрдайым осыны тексеріп отыру керек. Түсінікті ғой? И бұл деген өте керемет жағдайдың бірі. И сол себепті кез келген компанияны осындай фундаменталын тексерген кезде ғана біз қандай компанияға ақша салуға болатынын түсінеміз. Келесі. Енді біз қандай компанияға ақша салу керек екенін түсіндік. Осы жақта қандай сұрақтар бар? Бірден чатқа жаза кетіңіздер. Чатқа жазғаннан кейін уже дальше ақырындап жалғастырамыз. Себебі өйткені біз қайда ақша салу керек екенін түсіндік. Енді бірақ қашан ақша саламыз деген тоже өте маңызды сұрақ. И сол себепті, яғни бағана айтқандағыдай, Микрон компаниясы өте мықты болып тұр, бірақ дәл қазір ақша салу керек па деген сұрақ. Кім қалай ойлайды? Мына жақта тем более кішкене опыты барлар отқан сияқты. Неше түрлі нәрсе жазып отыр ғой. Негізі бұл опыты барларға арналмаған ғой эфир. Естіп отқандар тоже қызықты. Кадр емес, коррекция күтеміз ба? Так, боқтамаймыз. Мына жақта біреу боқтап жетіпті. Жоқ, керек емес кадр дейді. Так, хорошо. Жақсы, коррекция керек дейді. Так, бәрі примерно түсініп отыр екен, бірақ та енді шынымды айтсам, ол шынымен де уже коррекция болды. Өйткені ол 1200-ден қазіргі бағасы 800-ге құлап қалды, бірақ та оны біз қазір түсінеміз. Қараңыздар. Жалпы бізде акция алған кезде любой бүкіл акцияның тағдыры бірдей болады. Бүкіл акция осы 4 түрлі сектордан өтеді. Бұл да экономика сияқты, себебі бүкіл экономика әлемде бірдей жұмыс жасайды. Яғни бірінші фаза деген не десеңіз, бірінші фаза акция жинақталу этапында болады. Жинақталу деген не десеңіз, акция бір деңгейде қозғалмай бүйтіп жүреді. Екінші фаза ол бізде өсу тренді, акция уже өсіп бастайды. Мысалы, Микронды әлі ешкім білмей тұрғанда ол жүрді де, ана бағада 300-400 деген бағада жүрді. И бір кезде алды бамп етіп 500-ге кетіп қалды. Өте 1200-ге кетіп қалды. Үшінші фаза ол уже 1200 бен осы 1000-ның арасында ол алып сатып, біраз жаңағыдай компания әлсіреп қалды. И ол уже бізде қазір төртінші мынау түсу трендіне өтіп кетті. Түсу тренді деген не? Уже компания ақырынап оның бағасы құлап жатыр деген сөз. И бізге қай нәрсе қызық? Бізге әрдайым екінші фаза қызық. Екінші фаза деген не десеңіз, компания уже белгілі бір базасын жинады, яғни төмен бір деңгейде тұрып қалды. И ол сол деңгейде ешкімде қызық емес болып жүр.
Екінші фаза не істейді? Компанияның жаңағыдей жақсы бір нәтижелері шықты. Жақсы бір нәтижелері шыққаннан кейін ол не істейді? Ақырындап уже өсу барысында өтіп барады. И осы кезде бірақ та оны көптеген қарапайым адамдар білмейді. Неге? Өйткені олар тек қана өсіп жатқан мықты бәрі айтып жүрген акцияға ақша салғысы келеді. Ал бірақ та бас істейтін инвесторлар ол не істейді? Әрдайым ешкім білмейтін акцияға ақша салады. И сол себепті әрдайым ешкім білмейтін, бірақ та енді өсу фазасында жүрген акцияға ақша салсақ, біз скорее всего нормальный пайдамен уже мына үшінші фазаға жетпей тұрып сатып жібере саламыз. И сол арқылы біз жақсы өзіміздің пайдамызды табамыз. Одан кейінгі төртінші фаза не десеңіз, ол үшінші фазада ол өседі, ең төбесіне адамдардан бәрі сатады, бәрін хайп қылады, хайп қылған кезде бәрі кіреді, и бағанағыдай күмісті хайпта сатып алып, сөйтіп минуста отырып қаласыз. Сондай нәрсе болмас үшін біз әрдайым мынау база қалыптасып, одан кейін өсу барысына өткен кезде біз оны сатып алу қажетпіз. Енді кеттік. Мен сіздерге тоже тағы да бір компанияның графигін көрсетейін. Бұл компанияны мен жылдың басында бөліскем жабық каналда. Естеріңізде бар ма? Uber компаниясы. Uber компаниясын біз 80 кезінде алғанбыз, бірақ бұл 70-ке дейін құлап кетіп, қазіргі уақытта менің портфелімде минус 12% болып тұр. Бірақ та мен бұл компанияны вообще сатқан жоқпын. Жай ғана күтіп отырмын. Неге десек, бұл компания қандай фазада? Алдыңғы енді жазғанымды қарасаңыздар, ол не істеді? Uber компаниясы өсті. Өскеннен кейін ол ақырындап былайдан құлау фазасын өтіп кетті. Құлағаннан кейін қазіргі сіз оның состояниесін қарасаңыз, ол бір бағада жүрді, қозғалмайша. 70 пен 80 арасында бүйтіп жүрді. Не өспейді, не құламайды. И бұл кезде бұл не деген сөз? Компания өзінің базасын қалыптастырып жатыр. И ода жақын арада өзінің отчеты шығады. Отчет бойынша олар осы чемпионат мирда қанша ақша тапты, соны айтады. И менің ойымша бұл соны айтқаннан кейін бұл акция қатты өсуі мүмкін, бірақ та бұның тоже өзінің рискісі бар. Қандай риск десеңіздер, бұл компания өзінің роботаксилік партнерларынан кішкене айырылып жатыр екен. То есть олардың бәрі Uber'ді, давай мен саған комиссия төлемейміз, біз өзіміз баса береміз, өзіміз жасай береміз деп кішкене Uber'ді отшивать етіп жатыр екен. Бұл Uber үшін тоже үлкен риск, сол себепті бұл компания алмас бұрын кәдімгідей ойлану керексіздер. То есть бұл үлкен риск. Сол себепті біз кез келген компания таңдаған кезде енді примерно бұл әлі өсу фазасына өткенде жоқ, значит бізге ол әлі қызық емес, егер де сіз жаңадан алатын адам болсаңыз. Ал егер де сіз уже жаңағыдай примерно өсу этапына өткеннен кейін, мысалы Uber компаниясы уже 75-80 деген бағадан асып, сол бағада стабильно жүрсе, ол уже біз үшін жақсы знак. Ал бірақ қазіргі уақытта оны алған не стоит? Түсінікті ғой? Осы жақта сұрақтар бар ма? Давайте чатқа жаза кетейік. Ортада жүрген компанияны қалай білеміз? Графигін қарайсыздар ғой? Графигін қарайсыздар. 3 жылдан 10 жылға дейін кез келген танымал акцияны ала салуға бола ма? Менің ойымша болмайды. Себебі каждый акцияның өзінің циклы болады. Цикл деген не? Мысалы, допустим, искусственный интеллект ол өзінікін алып уже өсіп берді де. Бірақ сіз өсіп келген кезінде сатпай, ойбай 10 жыл күте беремін десеңіз, ол дұрыс емес деп ойлаймын ше. Сізге қалайдан? Мысалы, сізде оны тоже соңына қарай айтамын, белгілі пайдасы бергені оны сатып отырған дұрыс та, и басқа келесі бір өсетін секторға ақшаңызды келесі құйып отырған дұрыс. Егер де олай жасағым келмейді десеңіз, общий секторды алып, спус деген ETF-ті ала берсеңіз болады. Бірақ та енді біз мақсатымыз не? Енді тапқан ақшамызды кішкене жүйелі көбейтіп, кішкене болсын пайда тапқымыз келеді. Сол себепті біз бағаланбай тұрған, бірақ та болашақ потенциалы бар секторларды тауып, сол секторға ақша құямыз да. И сол себепті бұл өте маңызды нәрсенің бірі осы. Сол себепті мен жаңа айтатыным, яғни ETF ұстауға болады, бірақ та одан да жақсы ол жеке мықты акцияларды ұзақ мерзімге алу. Бірақ та дұрыс таңдасақ, әрине бізде күшті болады. Бірден 2 миллион болсын, 10 миллион болсын, 100 миллион болсын салуға болады, бірақ та ол салғаннан бөлек саласыз ғой, бірақ та оны өсіру керек те. Түсінікті ғой? Сол нәрсе бізде өте жақсы бір мағына болып табылады. Оны кәдімгідей қарау керек, өсе ма, өспей ма, тексереміз, бүкіл фундаментал анализ жасаймыз, өте терең анализ жасалады, одан кейін ғана және белгілі бір шешім қабылданады. Лесинкай бір акцияны, яғни лесинкаймен ала берген тоже андай да, ол өте қиын сұрақтың бірі. Неге? Өйткені сіз мысалы ойлаңыз да, сіз айына 100 мың теңге саласыз, 100 мың теңгені ай сайын бір акция сала берсеңіз, ол бір түрлі нәрсе де. Себебі сіздің портфеліңіз 10 миллион теңге болатын болса, сізде бір акцияның көлемі ол 5-10% ғана болу керек. Значит, сіз ай сайын жалпы 1 миллионыңыз болса, 10 түрлі акцияңыз болған дұрыс болады. Даже 20 түрлі болса, одан да керемет. Түсінікті? Жалпы сайттар бар, просто қиын болып кете ма деп осы жақта көрсетпей отырмын. Оны отдельно тоже көрсетемін. FOMO қалай күресесіз? FOMO дегеніміз енді мен өзіме ұнайтын бір сөз бар, бұйырған кетпейді, қуған жетпейді деген. Егер де ол нәрсені Құдай мен басыма жазса, сол компаниямен ақша табуды, ол мен табатын едім де. Если мен таппадым, значит Құдай мен басыма оны жазбады де, мен шүкір етемін де. И нарықта әрдайым мүмкіндік бар деп айтамын. Нарықта өйткені күн сайын мүмкіндік қой. Дәл қазірдің өзінде бір жылдан кейін 10 есе өсетін компаниялар бар да негізі.
просто адамдар не істеп жатыр, ой ананы өткізіп алдым деп соған фокус қойып жүр. Ал лучше негізі аналитиканы осыған қойған дұрыс та. Че то бір жылдан кейін не өседі деген нәрсені ше. И содан бастап ақырындап сіз тауып аласыз да оны негізі. И сол себепті андай бір нәрсе өсіп кетті, мен оны үлгермей қалдым деген нәрсе ол дұрыс емес. Өйткені сіз үшін мүмкіндік өте көп. И біздің ең негізгі мүмкіндігіміз не десек, ол біздің уақытымыз бен дәл қазіргі уақыттағы әрекетіміз ғой. Егер ақшамыз болса, ол ақшаны көбейтуге болады әрдайым. Бірақ оған аналитикасы дұрыс болу керек. Мен кассиға мүлдем инвестиция жасамаймын, себебі біздің мықты компаниялардың барлығы не десеңіз, ол банктерде, и банктерге мен инвестиция жасағым келмейді, сол себепті кассия мен алмаймын. Жалпы өсем өспейме құдай біледі, в общем. Бірақ енді қазіргі уақытта не болып жатыр, ақырындап ставка түсіп жатыр. Ставка түсіп жатса, мүмкін компанияларға жақсы болуы мүмкін. Бірақ енді банк компаниялардың, конечно, пайдасы түседі ғой, өйткені ставка төмен болса, кредит төмен, соответственно, олар нормально пайда таба алмайды, и касса ETF, скорее всего, құлайды деген сияқты болып қалуы мүмкін де. Бірақ та бұл жай ғана ой ғой. Сол себепті мен касса ETF-ті өзім инвестиция жасамаған себепті ештеңе айта алмаймын. Құдай біледі, тек қана Құдай біледі. Мен әрдайым негізі былай бір нәрсеге прогноз айтуды мүлдем жақсы көремін де, себебі тек Құдай біледі де не білетін. Біз тек қана предполагаем, но Құдай располагает дейді ғой, сол себепті осы нәрсені өте маңызды. Кеттік. Сол себепті Uber компаниясын қарасақ, біз қазіргі уақытта стейдж 1-де жүргенін көріп тұрмыз. Егер де бұл уже стейдж 2-ге өтетін болса, ол кезде уже бұл акция бізге қызық болады. Себебі әлі бұл былай тағы да 1-2 жыл жүруі мүмкін де. Сол себепті байқау керек. Кез келген акцияны дұрыс кезде алу деген осы. Uber деген вроде мықты, вроде такси, бәріміз білеміз, мықты, әлемдік супер гигант деп по приколу ала салуға болмайды да, оны дұрыс кезде алу керек. Мысалы, дәл қазіргі алу, мысалы, қызық емес. Может, чуть-чуть уже былайынан басып баратқанда отчеттан кейін там күшті нәрсе айтатын болса, мүмкін алу керек шығар, бірақ қазіргі уақытта не стоит. Неге дұрыс емес алып қоюға болмайды, себебі сіз ақшаңызды алдыңыз, салдыңыз. Бірақ сізде басқа компанияларға да салуға мүмкіндік болды да, бірақ та сіз именно заморозкада жүрген компания салып қойдыңыз да, не о чем. Сол үшін дұрыс компанияға дұрыс кезде салу керек. Түсінікті ғой? Енді үшінші нәрсе ол табыс, то есть именно қанша ақша салу керек десеңіз, сіз всегда мына былай есептеу керексіз. Допустим, табысты инвестор деген не десеңіз, ол бірінші мына акциядан қанша табамын емес, мына акциядан қанша жоғалтуым мүмкін дегенді есептейді. Егер де сіз Uber-ға дәл қазіргі уақытта $70 тұратын 10 акциясын алсаңыз, сізде ол $700 болады, ол 350 мың теңге. И өзіңізге осы акцияға ақша құйып жатқан кезде, осы ақшаны қанша онымен жоғалтуға дайынмын деген қою керек. Егер де сіз алдын ала осы нәрсені қойсаңыз, ол өте дұрыс нәрсе болады да. Мысалы, өйткені сізде мысалы 1 миллион теңге бар. Яғни сіз осы акцияға, допустим, да, оның 200 мың теңгесін бөлдіңіз. И және егер де осы акция 20%-ға құлап кетсе, және бұл акция дұрыс емес болса, мен сатып жіберіп осы 20%-ды жоғалтуға дайынмын деген болу керек. Өйткені сіз 20%, яғни 20 мың теңгеңізді жоғалттыңыз ба? Яғни 200 мың теңгеде 20 мың теңге, 10% ғой. Ол сіздің общий портфеліңіздің, яғни 1 миллион теңгенің 2%-ын жоғалттыңыз. Бұл, конечно, нормально, чем бүкіл ақшаны жоғалтқанға қарағанда ше. Сол себепті кез келген акцияны алмас бұрын әрдайым қанша табамын емес, қанша жоғалту мүмкін деген сұрақ қою керек. Сол кезде сіз уже өзіңіздің капиталыңызды дұрыс басқарасыз и дұрыс кіресіз де. Ал кейбір адамдар болады, 100% өседі дейді де, бүкіл бар ақшасын салып жүреді де. Ондай адамдар былай қарасаңыз андай даже опыты бар адамдардың өзі сөйтіп алданады ғой. Өз-өзімен шандай эмоция беріліп кетеді де, емага тез байым, тез жасап қалам, ақша жасап қалам дейді де, барып басып кетеді. И одан кейін және ол акциямен 1 жыл, 2 жыл бойы минус 50-60% отырады. Оны не сатқысы келмейді, сатса жалко, сатпайын десе тоже басқа ақшасы жоқ. Енді сөйтіп андай бір неприятный ситуацияда болып қалады. Сол себепті әрдайым қанша деген сұрақтың жауабы просто өзіңізге сұрақ. Осы акцияны, осы салған ақшам қаншауын мен жоғалтуға дайынмын. Егер де сізге сол сума жоғалту нормально болса, все, салам деген сияқты шешім қабылдану керек. Себебі әрдайым нарық біз ойлағандай бола бермейді. Өйткені біз мықты компаниясы таңдасақ, ол біраз уақыт минуста болуы мүмкін. Бірақ та менің өзім шешім қандай десеңіз, мен тек мықты компания аламын. Одан кейін оны ешқашан сатпаймын болды. Менің жұмысым сол. Adobe деген компания қарасаңыздар, оны мен 250 кезінде сатып алғам. Потом ол 180-ге дейін құлады ғой. Енді ойлаңыздар, минус 25-30%-ға дейін құлады, бірақ мен не істедім? Сол кезде тағы сатып алдым. И қазір мен уже плюстамын, Adobe-тан уже нормально пайдада отырмын, бірақ та әлі де өседі деген ойдамын. Бірақ та қазір алуға кеңес бермеймін, себебі және құлаған кезінде алу керек оны. Сол себепті дәл осы нәрсені всегда білу керек. Ол деген қалай десеңіздер, мысалы осы 1 миллион теңге портфелі болатын болса, сіз примерно портфеліңізді былай басқарсаңыз болады. Допустим, қорғаныс деген, яғни алтын, және ETF алып қояйыншы деп айтып жатсыздар ғой. Бәрін ETF-қа сала салу тоже не то, да? То есть қазіргі уақытта ETF-қа қай кезде саласыз, егер де уже 100 миллион теңге жинап алдыңыз да, ETF-қа салып, пассивка салып отырамын деп берсеңіз болды да. Түсінікті ғой? И сол себепті бұл жақта өте маңызды нәрсе. Так, Uber отчет 5-ші.
так өте маңызды нәрсе не десеңдер, осы 20%-ды ETF-тарға салып қой, все болады, қатты өспейді. Ал үлкен капитал жинағаннан кейін уже ақырындап сол ақшаны, допустим, коммерческий недвижимость бар, арендная недвижимость бар, немесе басқа кәсіптердің долясы бар, соған салып қойып, пассивті кірісі тоже басқа акциядан бөлек басқа саладан да алсаңыз болады. Потом негізгі нәрсе, ең мықты нәрсе ол фундаменталды мықты компания алу. Өйткені компания мықты, акциясы құлап тұр, болды, аламыз. Кейбір адамдар былай жасайды, акция құлап тұр, компания да құлап тұр да. Компания не үшін де өзінің показательдері. Сондай акцияны алып алады. Бұл деген өте үлкен қате. Сол себепті бізде акция былай төмен бағытталу керек, компанияның құндылығы былай бағытталу керек қой. Вот осындай компания алу керек. Бірақ екеуі де былай құлап жатқан компания алмау керек. Түсінікті ғой? Потом фундаменталдан кейін свинг деген болады, яғни орта мерзімде 1-2 айға сіз жаңағыдай, яғни орта мерзімде жиірек ақша табамын десеңіз, сіз свингқа примерно 20%-ын құйсаңыз болады, себебі оның тәуекелі жоғары. Сіз біраз уақыт минус 30-60%-ға да кетіп қалуыңыз мүмкін. Сол себепті ең дұрысы негізі фундаментал анализ. Мен бәріне кеңес беретін фундаменталды мықты компанияға, фундаменталды мықты анализ жасап, яғни өзінің технически жаңағындай қай кезде кіру керектігін түсініп, сондай компанияны алып отқан дұрыс болады. Сол кезде ғана сіздің капиталыңыз жүйелі түрде көбейеді. Түсінікті ғой? Енді мысалы мынаны қараңыздар. Бағанағыдай бір тоже маған жазып жатыр да, акция былай өссе сатайын ба, не істейін деп ше. Объем кіріпті ғой дейді. Біз оған қуанамыз ғой. Біз оған қуанамыз. Так. Облигациялар халал емес. Жалпы қараңыздар, жалпы кез келген акцияның өзінің шығу немесе кіру өзінің моменттері болады. Мысалы, мен былай жасаймын. Егер де компания өсті уже 10-15%-ға, мен всегда аламын да, оның 25%-ын примерно сатып жібере саламын. Потом тағы да 25-30%-ға өссе, мен уже оны жаңағыдай тағы да қалған 25-30%-ын сатып саламын. Потом қалады ғой, енді қалған бөлігі өсіп жатыр. Не істеймін деген кезде мен трейлинг стоп деген қоямын. Трейлинг стоп деген кез келген брокерда бар. Сіз былай жасайсыз. Мысалы, акция 100 болып тұр. Ол 120-ға жетті, бір саттыңыз. 140-қа жеттіңіз, бір саттыңыз. Потом ол барды да 160-180-ге кетіп бара жатыр да, басып ше. И сіз не істейсіз? Оның астынан бүйтіп қуалап жүретін андай стоп линия деген болады. Егер де ол өсіп барып құлап кеткен кезде сіз акцияны автоматик сатып жібере салады. Сол кезде сіз не істейсіз? Сіз өзіңіздің нақты пайдаңызды бекітіп аласыз. И сол себепті жоспар жоқ болса, сізде мынау пайдаңызды артынан қуалап жүрген кезде ол бір күнде құлап кеткенде өте көп болған ше. Мысалы, менде бір кісі болған, бір акциядан 80% тауып берді ше. Еще ол 2 миллион теңге салған ғой, ойлаңызшы, үстінен қанша 1,6 миллион теңге тауып берді да. И мен айтамын ғой, жартысын сата сал деймін. Ол айтады, жоқ, мен 100-ді күтемін дейді. Жоқ, сатыңыз деймін де, ол жарайды дейді, короче, 30%-ын сатады. Мен оған жартысын сат деген. Сөйтіп ол не істеді? Келесі күні акция бар ғой. Келесі күні емес, енді примерно 2-3 аптаның ішінде ана позициясы, короче, минусқа кетіп қалды ғой. Енді ол енді қайта өсетінін Құдай біледі де. Енді Құдай беріп тұрды ғой саған мүмкіндік, мә ал деп ше. Сол кезде сен өзің план бойынша алып тастау керексің оны. Сол себепті бұл нәрсе өте маңызды. Сукук жайлы ойлым жақсы, егер де сізде мысалы алдағы допустим 6 ай, 1 жылдың көлемінде белгілі бір үй алу деген сияқты мақсаттар болатын болса, и оны акцияға салу сіз үшін рискованный болатын болса, сукукқа салып 2% алуыңыз мүмкін. Енді 1 жылда, енді мен үшін ол өте аз. Мен ол ақшаны шығарамын деген пока ойымда жоқ, сол себепті мен сукукқа салмаймын. Вот. Керемет. Маған айттым ғой 100 адам ғана кіреді деп. 100 адам бәріміз отырмыз ғой, шүкір. 100 адам ғана болады деп айттым. Өйткені алдын ала кіріңіздер, шықпаңыздар деп. Өйткені енді бұның бәрі бұл бөлімді алғысы келеді ғой. Бұл бөлімнің барлығы мен қаншама уақыт бойы жинадым, қаншама опытпен, қаншама ақша жоғалттым осыны түсіну үшін. Қаншама курс сатып алдым дегендей ғой. Кеттік, иә. Одан кейін енді кейбір адамдар мынандай сұрақ қояды. То есть обучение акция сатып алған кезде акциям құлап кетсе не істеймін дейді. Акция құлап кетсе не істеймін десе, өте қарапайым нәрсе бар. Біз оны тағы да сатып аламыз, болды. Бірақ та тағы да сатып алған кезде тоже адамдар мынандай қателік жасауы мүмкін де. Мысалы, допустим, да, компания мықты болып тұр. Тоже бір мынандай пример бар да. Атын ұмытқым. Пенелоп па, бір компания бар, короче. Пайнлап па, сондай. Ол не істейді? Ол карантин кезінде адамдарға үйде онлайн фитнес жасауға көмектеседі. И ол не істейді? Уже карантин бітті. Карантин біткен кезде акция құлап бастады ақырындап. И адамдар не істеді? Сол кезде тағы да құлаған кезінде сатып алды. Бірақ та біз тағы да сатып аламыз, егер де не үшін десе, ол бірінші кезекте фундаменталды бұзылмаса. Фундаменталы мықты деген ол не деген сөз? Егер де ол әлі де адамдар онлайн үйде тренировка жасап жүрсе, ол компания ала берсе болатын еді. Просто карантин біткеннен кейін не істейді? Бәрі залға барады. Үйінде жүрмейді, бала шағасымен, күйеуімен, әйелімен қиналып үйде тренировка жасап жүр, конечно, залға барады. И ол не деген сөз? Уже фундаментал бұзылды. Екіншісі, сектор әлі күшті ма? Жоқ, конечно, күшті емес. Неге? Өйткені карантин бітті, болды, адамдардың бәрі дала шықты, қой, короче, надел онлайн деген сияқты. Уже сектор слабый. Потом қолдау ұсталып көлем жақсы, үлкен игроктар бар, үлкен фондтарды сатып алып жатыр ма?
яғни акцияның бағасы бір орында тұр ма, қозғалмай тұр ма, адамдар алып жатыр ма десе жоқ. И одан кейін уже жалпы сіздің портфеліңіздің 10%-нан 15%-нан 20%-нан өсіп кетсе, оны тағы да көп алу одан не стоит та. Сол себепті бізде өзіміздің системамыз бар, акцияны идеально өзінің бағасымен, яғни идеально позиция бөліп алуды. Өйткені солай алсаңыз ғана сіз осы акция құлаған кезде одан да жақсы аласыз. Мысалы Adobe сияқты, Adobe-ты мен қаншадан алдым? 280-нен алдым, 250-ден алдым, 220-дан алдым, 180-нен алдым да. И қазіргі уақытта ол мен портфелімнің 5%-ын құрайды. Еще ол уже плюста да, себебі мен арзан кезде алдым. Не үшін мен арзандаған сайын алдым? Себебі оның фундаменталы бұзылмаған, сектор мықты. Неге мықты десеңіз, жалпы ол сектор не үшін құлады деген сұрақтың жауабы, бізде жалпы нарық былай ойлады. Искусственный интеллект болды, мынау Photoshop жасайтын Adobe-тың, орнын басып алады, Adobe болды, өледі деп ойлады. Бірақ та, былай қарасаңыз, Adobe, наоборот, ол мықты болады да, өйткені ол искусственный интеллектті қолданып, одан да мықты подписка ойлап табады. И мен сол нәрсеге сендім. И одан кейін сол үшін ұстап отырдым. И одан кейін не болды? Секторы пока что, яғни әлсіз болды, бірақ та дәл бүгін сектор күшейді. Жалпы осылай айтқан кезде, менде мынау алдыңғы неде қалай болды? Фиксация прибыли бойынша. Яғни әрбір акция кірген кезде ол өзінің жоспары болу керек те. И ол жоспары дұрыс болса ғана сіз жақсы пайда табасыз. Мысалы, жаңағындай 10-15% өссе, оның 25%-ын сатып жіберу. Мысалы, сізде 100 акция болса, 100 акцияның 25%-ін сатып жібересіз. Ол уже пайда береді. Потом тағы да уже сізге 25-35% өссе, уже тағы да жартысын сатып жіберсеңіз болады. 25%. Уже сізде 50 акция қалды. И осы 50 акцияға не істейсіз? 50 акцияның сізде примерно 30% плюс беріп тұрса, одан кейін ол почти 50-60% беретін болатын болса, примерно күтсеңіз. Ол кезде сіз астынан мынандай қорға қойып қоясыз, трейлинг стоп деп аталады. Яғни акцияның бағасы былайдан ұшып келе жатады, 100-ден 120, 150 деп ше. И бір кезде ол резко құлайтын болса сатып жібере салады. Мысалы, бұл нәрсе сіздерге өте қатты көмектесетін еді, егер де сіздерде жаңағындай не бар ғой, күміс пен алтын көрдіңіздер ғой, қалай қатты өскенін ше. Естіліп тұрдым ғой, что-то ешкім көрінбей қалды ғой. Естіліп тұрсам жазасаңыздаршы чатқа. Сес ұстап тұр ма? И біреулеріңіз видео қосып қойыңыздар. Мен көріп отырмын да сол видеодан. Все. И жаңағындай ол белгілі бір күмісті көрдік, күміс бізде қанша болды? 40 болды, 80 болды, 110, 120, 130 кетіп барады, 140 кетіп барады. И сол кезде мысалы кірген адамдар не істеу керек еді? 140-тан кейін астына трейлинг стопты 120-ға қоя салу керек еді. Сол 140-тан ол бір күнде бамп етіп 90-ға қойған кезде сізде және 140 бүйтіп сатылып кететін еді. Сол кезде уже және бір сөзбен айтқан кезде өзіңіздің пайдаңызды сақтап қаласыз. Себебі сізге пайдаңызды таптыңыз, шыдадыңыз, өзіңіз қаншама еңбек еттіңіз. И сол себепті бұл жақсы. Енді күмісті менің ойымша тек ұзақ мерзімге алуға болады. Күміс өзі кішкене перегретый болып кетті ғой. Бірақ мен ұзақ мерзімге алдында қатты құлаған кезінде алып қойғам. Өйткені целом күміс деген ол просто болатын дүние. Тек қана защита ретінде алдым. Былай андай қатты өсім, анамнан күтпеймін. Вот. Так, кеттік, келесі. Мына жерде қандай сұрақ болды? Стоп қоймай күтсе болатын шығар. Қайта өседі ғой құлаған дейді. Енді бұл деген тоже адамдардың үлкен психологиялық проблемасының бірі деп ойлаймын. Неге десеңіз, мысалы қараңыз. Акцияның бағасы 100 болды. 100-ден 10%-ға құлады. Акцияның бағасы уже 90. Бірақ 90-нан қайтадан 100-ге келу үшін не болады? Оған 11% керек болады. Акцияның бағасы 80-ге құлады. 80-ден 100-ге келу үшін не керек? Оған 25% өсу керек. Акцияның бағасы 50%-ға құлады. Ол 50-ден қайтадан 100-ге келу үшін оған 100% өсу керек. А если акцияның бағасы 90%-ға құласа, ол 10 болды ғой, 10-нан қайтадан 100-ге жету үшін оған 900% өсу керек те. И ол нереально да ол. И сол себепті иногда, егер де сіз көріп тұрсыз, что болды акцияның фундаменталы сынды, не стоит деген кезде, оны заморозить етіп ақша стоп керек емес те. Конкретно сата саласыз болды. Неше процентқа стоп қойған дұрыс деген былайдан. Енді қараңыз, сізде мысалы $10,000 бар дейік. Сіз бір акцияға $1000 кірдіңіз, и өзіңізге басыңызға примерно мен бір акциядан тек қана $100 жоғалтуға мүмкіндігім бар дедіңіз. Значит, сіз не істейсіз? Значит, минус 10%-ға қойсыз. Бірақ та сіз минус 10% жоғалтсаңыз да, сіздің общий $10,000-ыңыздан сіз 1% ғана жоғалтасыз да. Бірақ шүкір дейсіз де, дәл қадамдарыңызды жасай бересіз. Түсінікті ғой? И бұл нәрсе тоже өте маңызды. Сұрақтарыңыз болса, тоже осылай сұрап бәрін біліп алыңыздар. Кетті, акция бағасы түсіп кетсе не істейміз? Акция бағасы түсіп кетсе, мен жаңа Adobe жайлы айтып жаттым. Оказывается, өш қапты ғой, мен әңгіме жеріп отырмын мына жақта. Мен Adobe деген акцияны алған болатын, оның бағасы мен берген кезде 280 болды. Потом бағасы 250-ге құлады. Потом 220 болды, потом 180 болды бағасы. И мен не істедім? Акцияны төмендеген сайын сатып алдым. Неге төмендеген сайын сатып алдым? Себебі фундаментал бұзылмаған. Фундаментал бұзылмаған деген нәрсенің мағынасы неде десеңіз, ол
мысалы не үшін вообще осы софт, адбе, анау мынау деген сияқтылардың бәрі құлады? Ноу деген бар компания, Uber бар, Shopify бар, бәрі не үшін құлады десеңіз, оның барлығын құлаған негізгі себебі олар искусственный интеллект бұл компаниялардың орнын басып, бұл компанияны ешқандай прибыльсіз қалдырады деген ой болды. Бірақ қазір біз көргенімізше оларды прибыльсіз қалдырған жоқ, олар да өзінің искусственный интеллектін қосып өзінің өнімдерін шығарып жақсы пайда тауып жатыр. И бұл деген не деген сөз? Бұл керемет деген сөз, что егер де адамдар бұны бағаламай тұрса, біз бұны алдын ала бағалаймыз да, алдын ала алып аламыз, алдын ала алғаннан кейін жақсы плюста боламыз деген сияқты. И сол себепті мен адбені по частям алдым, бірінші бір алдым, потом тағы алдым, потом тағы алдым, потом тағы алдым. И қазіргі уақытта мен портфелімнің 5% ғана құрайды. И то мен усреднение жасаған өзінде. И плюс ол еще менде қазіргі уақытта плюста. И сол себепті акцияның бағасы түсіп кетсе, яғни оған фундаменталды мықты анализ жасай алсаңыз, сіз жасайсыз, жасағаннан кейін құлаған кезде тек қана алып отырсыз. Рахаттанып аласыз ғой, өйткені сіз мықты компания екенін біліп тұрсыз да, енді арзанаған кезде алып аласыз. Дәл сол сияқты біз жақында CTSH деген компанияны алдық. Бұл Американың именно адамдарды нанимать етіп жұмысқа алуға көмектесетін компания болып табылады. Ол да қатты құлап кеткен ғой, не о чем же. И біз де оны алдық, қазіргі уақытта 20% пайдамен тұр. Intuit деген компания 15% пайдамен тұр, бірақ та мен бұлардан одан да жақсы пайда күтемін. Сол себепті және осылай спокойно ұстап отыра береміз. Себебі искусственный интеллект құласа құлай берсін, себебі бізде басқа компаниялар бар да. И оған ешқандай уайымдамаймыз. Сол себепті сіздің егер де портфеліңізде әртүрлі сала болса, әртүрлі секторда экономиканы неден кейін не жұмыс жасайды, қалай қозғалады, не болады деген түсініп отырсаңыз, сізде бұл салада ақша табу да оңай болады. Сіз эмоциямен қуалап, білімсіз қуып жүрсеңіз, конечно, сіз ақшаны жоғалтасыз. Ақшаңызды жоғалтасыз. Так, недооцененный бағаны көрсеттім ғой. ROE бар, EPS бар, PE показателі бар, сол показателердің бәрін қосасыз. Одан кейін сектордағы лидерлігін қарайсыз. И целом экономикамен логиканы түсіну керек те. Ол сіз мысалы, конечно, ондай компаниялар әдемі болып көрініп тұрады, бірақ ешкім білмейді, оны ешкім айтпайды. Бірақ сіз логикасын түсініп алсаңыз, ол всегда біліп тұрасыз да. Мысалы бізде тоже Agilent деген компания болды, мен тоже оны бөліскем. Оның бағасы, даже мен чатта бөлістім ба, бөліспедім ба, мен білет айттым ғой деймін ше. Білет, мен бөліспедім, тегін бөліспедім, мен тек нәтижесін көрсеттім. Біз оны 120-110 кезінде алғанбыз, биотех. Не үшін биотехті алдық десеңіз, өйткені биотех деген келесі өсетін сала. Бағана мен презентацияда көрсеттім, что бұл нәрсе өседі деп айттым. И ол шынымен де өсті де, қазір бағасы 140. И 110-нан алғанда примерно 25-30% плюста отыр. Түсінікті? Сол себепті осындай жалпы экономиканы, секторды, жалпы логиканы түсінген адам ол әрдайым прибыльді болады. И сол себепті мен всегда айтқым келетіні осы жүйені түсіну ол бөлек, ал оны өзінің капиталыңа қолдану мүлдем бөлек. Сол себепті эфирде ол бәрі түсінікті болуы мүмкін, бірақ нарық ашылғанда онда қолыңыз уже дірілдейді. Сол кезде уже айырмашылық осы жерде басталады. И сол себепті мен жалпы енді бағана эфирдің басында айтқандағыдай, мысалы мына жерде мен сұрап жатыр ғой, анау қалай, мынау қалай деп ше. Оның бәріне маған аналитикаға уақыт керек дейді. Мен бір компанияны примерно айтайын, отыру керек те маған кәдімгі 30 минуттай қарап, бүкіл жаңалығын іздеп, өзім қолданатын бүкіл сайттарды қосып, өзім искусственный интеллектімді қосып қарау керек те жұмыс. И сол себепті мен оны былай айта аламын. Мен бірақ та мысалы CoreWave деген жаңа сұрады, мықты компания, бірақ халал емес болып тұр да. Біз енді халалға фокус қоямыз. Сол себепті мен және уже егер де сіздерде мысалы мына жақта адамдар бар ма, вообще вот елеке давайте бірге істейік. Мысалы мен өзім анализ жасайын, мен бәрін істейін, сіздерге беріп отырайын, и сіздер өзіңіз шешім қабылдап жаңағы акцияны алып отырыңыз. Яғни осы жақтан новичоктар бар, жалпы жаңағыдай айналысып жүргендер бар. Яғни әрдайым по-любому сіздерге поддержка керек, қасыңызда бір адам болу керек. Енді осындай адамдар болса, давайте чатқа плюс қалдырайық. Если жоқ, маған қызық емес десеңдер, дәл қазір шығып кете салсаңыздар да ренжімеймін, себебі мен дальше сопровождение жайлы түсіндіретін боламын да. Егер де мысалы мен өзім анализ жасап, өзім таңдап, өзім ақшамен рисковать етіп кіріп отқан акцияларды сіз көргіңіз келсе, бізде сопровождение деген өнім бар, и осы өнім бойынша түсіндіргім келіп тұр. Сол себепті осыған қызығушылар болса, давайте плюс қалдырыңыздар, от қалдырыңыз, доллар қалдырыңыз, если қызық емес болса, вообще без проблем, уайым жоқ. Қарасыз, өзіңіздің алған информацияңызды алдыңыз, дальше өзіңіз кете бересіз. Сол себепті біз дальше жалғастырайық. Кеттік. Бізде сопровождение деген өнім бар. Сопровождение деген не десеңіз, ол полностью сізге стратегияны, капитал, риск деңгейін, акцияны, жай ғана мына акцияны ал емес, одан бөлек қазіргі уақытта уже сопровождениеда мен уже ақырындап эфирлерді үйретіп бастадым. Яғни қалай акцияны аламыз, не үшін аламыз, қанша бөлігін аламыз, қай кезде аламыз, не үшін сатып аламыз деген бәрін түсіндіріп, сіздерде уже сопровождениедан кейін нақты уже менсіз ақ осының бәрін түсініп отыратындай деңгейге жету. Негізгі мақсат осыған жеткізу. Одан кейін портфельді жалпы жүйеге келтіріп, яғни әр акцияға бөлінетін доля, әр акциядан түсетін пайда, қай кезде оны сатамыз, қай кезде алып отырамыз, соның бәрін түсіндіремін. И рисксіз, яғни рискті орташа деңгейде ұстап отыру үшін. И нарық режиміне қарай біз уже портфельді либо рисковать етеміз, либо кэш жинаймыз.
немесе либо кіреміз немесе күтеміз. Фиксация, шығу логикасы, яғни жалпы айтқан кезде менің жасап жатқан әрекеттерімді сізге тек қана қайталау керек болды. Себебі мен өзім күнделікті 3-4 сағат уақытымды құртып осы нарықта не қалай болады деген нәрсені күнде зерттеймін, күнде білім аламын, күндегі әртүрлі мықты, одан да мықты инвесторлардан обучение өтемін деген сияқты. Оның барлығы не үшін? Осы сопровождениедағы клиенттердің өзімнің нәтижелерімнің мықты болу үшін, одан да жаңа деңгейге шығу үшін жасалады. Жалпы сопровождение бойынша қалай өтеді десеңіз, ол жерде бірінші консультация болады. Консультацияның ішінде сіздің капиталыңыз бен мақсатыңызды нақтылаймыз. Егер де сіз нөлден бастап жатсаңыз, сол кезде уже осы нәрсе өте маңызды болады. Ал егер де портфеліңіз болса, толық диагностика жасаймыз. Бағана маған бір адам жазыпты: давайте эфирдің соңында сіз менің портфеліңізді қарап беріңіз дейді. Мен ойлаймын да, ол мен не үшін ол адам портфелін қараймын, сонда басқа 100 адам сонда по приколу отыр ма сіздің портфеліңізді қарап деген сияқты. И сол себепті бұл жақта кәдімгідей сопровождение кірген адамның уже мен жеке қараймын, жеке түсіндіремін де оның қателігін. И сол себепті бұл жақта өте маңызды нәрсе ол осы портфельдің жүйелі болуы. Одан кейін қанша риск көтере алатыныңызды есептейміз. Өйткені рискті дұрыс есептеген кезде ғана сіз пайда табасыз. Рискті дұрыс есептемейсіз ба, сіз уже қиналып қаласыз да, бостан босқаша. Лучше сол үшін рискті алдын ала біліп, мен сізге айтқан жүйемен ғана жүру керек. Осыны істеме деген. Если сіз мен айтқанымды істеме деген істеп қойсаңыз, конечно, всегда қиналасыз. Сол себепті менің айтқанымды лучше тыңдап, сол бойынша жүрген дұрыс болады. И алғашқы 30-90 күндік нақты жоспар құрамыз, и сол бойынша ағырындап жүріп өтесіз. И 6 ай, жалпы сопровождение бізде 6 ай өтеді. 6 айдың ішінде сізде бірінші ай ол стратегия мен портфель құрылымы, екінші ай уже ол нақты режимін апта сайын тексеру, қалай болады, не болады деген түсіндіру. Үшіншісі watchlist және секторлық идеялар, яғни қай жаққа ақша құюға болады. Жаңа де менен сұрап отыр да, елеке қай секторға ақша құямыз? Мен сіздерге былай айта салып, одан кейін ол сектор ертең құласа мен не істеймін? Ол сектор ертең құласа, сосын мен кінәлі болып жүремін ғой. А мен өзім клиенттерім үшін жауапкершілік ала аламын да. Не үшін десеңіз, өйткені бізде мына нәрсе болады да. Бірінші, мен сіздің стратегияңызға сәйкес, мақсатыңызға сәйкес, риск профиліңізге сәйкес, психологияңызға сәйкес мына акцияны ал немесе алма деп айта аламын да. А мен аяқта сіз танымаймын ғой, паблик қолынан ал деп айта салсам, ертең ол акция құлайды, сосын сіз қатты қиналып қаласыз да. Біз одан ақша табуымыз мүмкін. Себебі біздің стратегиямыз басқа. Себебі әр позицияның, әр акцияға қанша оның бөлігі бөлінеді, қай кезде құлаған кезінде сатып алу керек, қай кезде алмай қойған дұрыс, қай кезде күту керек, оның бәрін адамдар бөліп отырады. Сол себепті сіз минуста болсаңыз, ол плюста болуы мүмкін. Сол себепті бұл жақта мен былай тегін мынаны ал деп айтуға өте қатты қорқамын. Себебі сіздердің ол қаншама жауапкершілікпен, еңбектермен тапқан ақшаларыңызды бір уақытта жоғалтып алуыңыз мүмкін. Сол себепті мен ол нәрсеге мүлдем қарсымын. Түсінікті, Ал кеттік. Бізде егер де сіз нөлден бастасаңыз, бізде брокерді дұрыс ашу, оны бүкіл ең выгодный тарифтерді қою, халал эффектерді түсіндіру, бірінші портфель, капиталды бөліктерге бөлу, қай акцияға қанша доля беру керек, ең көп қандай қателер болады, соның бәрін алдын аламыз. И сол арқылы сіз уже көп деген адамдар уже жасап ақшасын жоғалтып келіп сатып алатын нәрсені сіз ақша жоғалтпай үйреніп аласыз да. Көп адамдардың тоже проблемасы ол қазақтардың. Барады өзі қадалады да, быт шығады да, ақшасы жоғалтады, сосын келеді да обучениеға. Мен айтамын, зачем өзің қинап, и так та сен бұл жақта бір сөз айтқан, ладно, сен уақытың кетсе кетті, но бірақ та сен конкретно ақшаң кетті ғой, сен қанша уақыт бойы соны таптың ғой, мысалы отбасын көрмедің, денсаулығыңа қарамадың, сен именно сол ақша табу үшін қанша еңбектермен жұмыс жасадың, и то сен бардың да, білімсіз ақша салып жатсың да. Менің ойымша бұл өте дұрыс емес нәрсе, себебі ақшаңызды сіз скорее всего жоғалтасыз. Ал егер де сізде портфеліңіз болатын болса, бірақ та сізде қай жақта риск көп екенін, қай акция слишком артық салмақ алып кететінін, қайсысын дәл ұстай беруге болады, қайсысын көбірек доля алуға болады, соның бәрін түсіндіремін. Жалпы секторлық концентрация, диверсификация деген түсіндіремін. Әлсіз компаниямен уақытша коррекцияны түсіндіремін. И қай акция минуста болса да ұстай беруге болады, ал қай акция минуста болса сатып жіберген дұрыс екенін полностью түсіндіріп портфельді жаңадан құрамыз. И сол себепті маған мына жаққа жаза кетіңіздерші, егер де сізде портфель болса ол 2, егер де сіз 0-ден бастасаңыз 1 деп. Сопровождение бізде 6 ай болады. Сопровождение 6 ай болады, қазір бағасын барлығын түсіндіремін. Нарық метке өтіп жатыр дегенсіз, бір мет акциямен алуға болады. Несті қойыңыз, мен айттым бағанандай, жылайын жоқ деп. Дайте 1 мен 2, 1 мен 2. 1 болса сіз новичоксыз, 2 болса уже портфель бар. Так, керемет, көбісі бізде бір екен. Жақсы, кеттік. Қазір енді бізде жалпы сопровождение басты мақсат, ол менің қайталау емес, ол ең бастысы, чтобы сіз өзіңіздің капиталыңызды өзіңіз басқара алып, и әрбір акцияға мен сияқты анализ жасауды, и мен сияқты шешім қабылдауды үйрету. Себебі осы арқылы менің ойымша сіз ешқашан кедей болмайсыз, себебі сіз бұны үйренесіз, сіздің балаңыз үйренеді, сіздің туысқандарыңыз үйренеді, ата-анаңызға үйретсеңіз болады. Бұл деген менің ойымша қаншама адамға мен әсер ете аламын да. Мысалы қазіргі уақытта менде сопровождение 100 адам бар да.
И ана адамдар уже акциядан тапқан табысы да бар, ақырындап көбейіп жатқан капиталдары бар. Ол да уже ертең айта алады да өзінің таныстарына, жақындарына капитал жинаңдар, өсейік, бәрі қазақ бай болсын, қарызсыз болайық, ешқандай харам инвестиция жасамайық деген сияқты ол үлкен қоғамға әсер. И мен негізгі мақсатым ол осылай, мысалы енді Қазақстанда 1000 бай адам шықса ше, мультимиллионер, и оның туысқаны бар ғой, ол туысқанның бәріне әсер ете алады дейді, целом үлкен елге үлкен көмек болады деп ойлаймын. Жалпы менің мақсатым осы. Сол себепті енді сопровождение қанша деп жатқанымдарға, бізде біріншісі топтық сопровождение бар, оның бағасы 400 000 теңге. Бұл тек тәжірибесі барларға. Егер де сізде тәжірибеңіз бар, портфеліңіз бар, уже акция алуды білсеңіз, бұл сізге идеально келеді. Өйткені сізде бұл жақта каналға доступ 2 жыл болады. 2 жыл бойы сіз яғни ай сайын, апта сайын әртүрлі акцияларға идея ала аласыз. И сол акцияларды өзіңіз аласыз немесе алмайсыз, өзіңіз шешім қабылдап және инвестиция жасасаңыз болады. Екінші өте маңызды нәрсе ол ай сайын топтық эфирлер. Бұл нәрсе тоже мен жақын уақытта қостым. Себебі сіз ай сайын нарықта не болып жатыр, жалпы қай сектор қызығырақ, қай секторға біз көбірек фокус қоямыз, не істейміз деген более премиальный, эксклюзивный болады. Неге өйткені маған қандай сайттар арқылы анализ жасайсыз, не қоясыз деп жатсыз ғой, мен оларды айта алмаймын. Неге өйткені олар менің енді жеп отқан наным ғой. Мен кәдімгідей сол арқылы анализ жасаймын, сол арқылы ақша табамын, сол арқылы өзім капиталымды көбейтемін, сол арқылы клиенттеріме беремін де. И мен сол себепті осы аналитиканы қалай дұрыс жасау керек екенін уже сол обучение ішінде үйретемін. И плюс өзім ақшамен кірген акцияларды аласыз. И бұл жақта плюс не десеңіз, сізге басқа адам өз ақшасына кірмейді. По приколу сізге айта салады, мынаны ал байысың деп ше, сіз соны аласыз, скорее всего акция өспейді де ол. А мен бұл жақта каждый акцияға минимум 2-3 миллион теңге қоямын да. И ол мен үшін әрбір таңдалған акция ол риск. И сол рискқа сәйкес сіз енді мен таңдағаннан кейін маған дұрыс таңдау керек қой, мен оны кәдімгі ойланамын, шешім қабылдаймын, кіремін, и кірген кезде сіздермен бөлісіп отырамын, и сіз де менімен бірге бір уақытта кіріп бір уақытта шығып, и не үшін екенін түсініп отырсаңыз, бұл өте керемет болады. И бұл жақта ең басты жақсы нәрсе, сізде топтық кері байланыс болады. Яғни любой сұрақ бойынша, допустим, осы акция қалай, немесе осы портфелім қалай, немесе мынау қалай деген сияқты сұрақтар болса, әрдайым мен өзім жеке жауап беремін, менде ешқандай куратор ешкім жоқ. И сол себепті жұмыстың бәрін бұл жақта енді основном клиенттермен өзім ғана жасаймын. Екіншісі ол бізде жеке инвестициялық сопровождение. Бұл енді егерде сізде опытыңыз болмаса ше, еңді жаңадан бастап жатсаңыз, сізге жеке сопровождение қосылу керек. Өйткені бұл жақта сізде жеке сазон болады, жеке кері байланыс болады, жеке инвестиция болады. Кейбір акцияларды мен топтықта айтқан акцияны мен сізге алмай қой деп айтуым мүмкін де. Немесе давайте көбірек алайық деп айтуым мүмкін. Өйткені мен сізді жеке танимын. Жеке танығаннан кейін жеке сіздің психологияңыз примерно уже бірінші сазонда түсінемін. Жеке риск профиліңізді білемін, и плюс мақсаттарыңызды білемін де. И бұл мен үшін өте жақсы да, себебі мен сізге айта аламын да, давайте оны істейік, мынаны істемей ақ қояйық деген сияқты. Сол себепті жеке таныс болған мен үшін ол өте үлкен плюс. И жеке кері байланыс деген тоже кейбір адамдар қысылуы мүмкін топта жазуға, сол үшін бұл жақта жеке өзін сұрап кәдімгідей уже байланыста боламыз. И бұл жақта да каналға доступ 2 жыл болады. 2 жылдың ішінде сіз уже мен сізге айтайын, спокойно сіз уже нормальный мықты инвестор болып шығасыз. И басқа адамдар сияқты мен бір ай өтетін курс сатпаймын ше, конкретно айтқанда ше, менікі ол сопровождение. Бұл жақта вообще теория жоқ, конкретно практика, ақшаны сразу саласыз, сразу инвестиция жасайсыз. Ал жаңағыдай теорияның бәрі уже уақыт өте келеді. Өйткені практика жасалған сайын уже сіздің теорияңызда көбейеді деген нәрсе ғой. И одан кейін енді одан да прям нормально ақшам бар, 10 миллион салам дейтін адамдар бар болса, давайте бізде VIP офлайн мастермайнд бар. Бұл енді бізде орта форматында жүреді, инвест клуб ретінде. Бұл жақта тоже жеке стратегия, портфель құрылымы, портфельге анализ, инвестиция, кіру шығу, ай сайын жеке кері байланыс. И плюс бұл жақта не болады десеңіз, бұл жақта 2 күндік офлайн обучение болады Алматыда. Бұл жаққа кәдімгідей сіз Алматыға келесіз, келгеннен кейін біз клубта боламыз. Клуб болып 6 ай сайын ай сайын 6 ай бойы 6 рет жеке кездесіп, андай общий группа ретінде кездесеміз, и сіз 2 күн бойы жеке обучениеда боласыз. И сол себепті бірақ та бұл жақта бас старт сізде 10 миллионнан көп ақша болу керек. 10 миллионнан төмен болса, бұл жаққа ала алмаймыз, себебі сіз слишком көп не істейсіз де, слишком көп ақтайсыз оны. Ай сіз жаңағындай 10 миллионыңыз болса, спокойно. Яғни сіз ортада жүру арқылы, бізбен танысу арқылы, сөйлесу арқылы уже өзіңіздің капиталыңызды жақсы көбейтіп аласыз, ақшаңызды көбейтесіз, байлығыңызды көбейтесіз. Сол себепті бүгін қосылған адамдарға бізде 3 түрлі бонус бар. Ол біріншісі жеке консультация. Яғни сіз уже егерде бүгін все қосыламын деп бронь жасап қойсаңыз, мен сізбен жеке 10-15 минут сөйлесем, и сол арқылы уже примерно сізге стоит, не стоит бірден айтамын. Екіншісі бізде 20 сабақтық курс бар дайындалған. Ол курсты мен отдельно негізі 200 теңге сатам деп ойлағам. Бірақ та қойшы курс сатпай қойын деген шешімге келдім, себебі адамдарда больше практика болған қаладым. И қазіргі уақытта мен осы курсты тегін беретін боламын. И плюс эфирдің записьтері болады, осыған дейін солардың бәрін алып, сіз өзіңіздің біліміңізді одан да теория ретінде күшейтесіз. И потом жабық телеграмға дос бізде жаңағындай 1 жыл плюс 1 жыл болады. Сол кезде сіз бүгін қосылсаңыз, сіз 2 жылға доступ ала аласыз. 2 жылға доступ деген, яғни 1 айға сіздің доступыңыз негізі $100 тұрады. Ал 2 жылға оның доступы негізі
қанша болды сонда? 24, 100, 2400, яғни $1,200,000 теңге ай сайын $100 төлеп аласыз. Ал бүгін қосылсаңыз, ол кезде уже жабық каналға сіз кіре аласыз. Яғни кейбір адамдар болады, жай ғана каналда салайыншы деп. Мен ол нәрсені тоже қатты қолдамаймын, себебі мен каналда берген акциямсыз мен не үшін алып жатырмын, не үшін сатып жатырмын екенін түсінбей, жайдан-жай ала беретін болсаңыз, скорее всего сіз қалып қаласыз деп минус оқып қаласыз. И сол себепті конкретно бірінші жүйені түсініп, менімен жеке сөйлесіп барып уже каналға қосылсаңыз, ол кезде біз бір жүйеде, бір ойлау стилінде, стратегиясында болу арқылы біздің табатын акция арқылы табысымыз да жақсы болады. И сол себепті бұл жақта осындай негізгі моменттер бар. Сол себепті енді бізде кішігірім кейстер бойынша, кейстер білесіздер да, инвестиция әлемде көбісі өзін көрсеткісі келмейді. Енді мысалы менде тоже адамдар бар 80 миллион, 90 миллион салып тастаған. Яғни былай қарасаңыздар, андай қарапайым адамдар, бірақ өте үлкен капиталмен жақсы пайда тауып жатыр. Оның көбісі өзін айтқысы келмейді. Мысалы мен примерно айтайын. Бізде Жандос деген кісі бар бізде. Бұл кісінің примерно портфелінде $7,000 ба $8,000 бар. $8,000 бір айда $1,000 тапқан пассив кіріс. Енді тек қана каналдағы біз айтқан акцияларды алады, сатады, болды. Еспол деген жігіт бізде 6 айдың ішінде портфелін 30% өсірген. Бұл кісі маған $10,000 кірген. И $10,000 үстінен $3,000 6 айда тапты. Бұл деген менің ойымша өте керемет нәтиже. Өйткені депозит 1 жылда 1% өссе, бұл кісі 6 айда 30% тапқан. Кенжегүл деген ханым бар бізде, тоже мұғалім. Бұл кісі тоже где-то 50 жасында бастады. Енді бұл кісінің мақсаты больше зейнетке шыққан кезде жақсы пассив кіріс алуда. Қазіргі уақытта уже $20,000 портфелінде бар. И Диас деген жігіт бар, тоже жас жігіттерден аяқта отыр. Бұл жігіт BMW алаңда жүрген 25 миллионға сөйтіп, бұл кісіні мен полностью давайте инвестицияға салайық деп, жарты ақшасын үйге, жарты ақшасын акцияға салып тастаған болатынбыз. Сол себепті осылай капитал жинаймын, өзім байлығымды көбейтемін, ақшамды шашпай жинағым келеді дейтін адамдар болатын болса, мен спокойно осы сопровождение күтемін. Себебі уже бізде 100 адам бар. Енді 100 адамға уже бұл жүйе тексерілген. Уже мен бірінші рет жасап жатқан жоқпын. Уже 6 ай болды. 6 айдың ішінде, 6 ай деген ол аз уақытта негізі, 6 айдың ішінде уже нәтиже бар да. Енді 1 жыл, 2 жыл, 3 жыл, 4 жыл, 5 жылда бұл нәтиже вообще өте бешеный болады, өте мықты болады. Себебі мен де, менің клиенттерім де одан да мықты нәтиже жасайды деп ойлаймын. Өйткені опыт жиналады. И сол себепті мен всегда айтқым келетіні, 5 жыл бұрын бастаған адам ол бүгін өкініп отыр да, себебі кезінде Nvidia-ға салу керек еді деп. Но бірақ та қазіргі нарықтарда болашақ Nvidia-лар бар да, солай 10 есе 20 есе өсетін. И сол себепті бүгін бастамаған адам 5 жылдан кейін дәл осы сөзбен болашақта тағы өкінеді. Бағана айтқандағыдай кейін бастаймын деген сөз уақыт жоғалту. Ол әрбір жоғалған уақыт ол сіздің капиталыңыздың бірінің үстіне бірінің қосылып сложный процентпен өсуіне кедергі және сол жақтағы пайданы жоғалту болып табылады. Сол себепті егер де сіздерде давайте кеттік десеңіздер, мынау менің жеке номерім, осы жаққа сіз хотя бы 10 000 теңге бронь тастасаңыз болады, бронь тастамасаңыз да все, ереке қатсам, давайте мне жекеге сопровождение деп жасаңыз болады. Енді білесіздер мен андай бүйтіп, бұл андай сала емес бүйтіп. Бүгін салдың, ертең байып кетесің деп ше, конкретно айтқанда ше, бұл жақта бүйтіп айта алмаймын да ше мен. Бүгін бронь тастаңыздар, сіздерге осындай деген сияқты. Бұл жақта без манипуляции конкретный. Вот қатысасыз, капитал көбейтемін деген ой бар ма? Давайте смело. Жоқ, қатыспаймын, маған қызық емес, дайындалуым керек десеңіз, тоже өздеріңіз білесіздер. Маған оның ешқандай разница жоқ. Өйткені сіздерден алатын сол 500-600 теңгеге мен байып кетпеймін. Мен так ақшаны тауып жатырмын осы нарықтан, Құдайға шүкір. Сол себепті жаңағыдай бізде осылай жұмыс жасайды. Так, бізде минусқа кеткен дегенде былай минуспен ақшасын жоғалтып алған шәкірт жоқ, бірақ та бізде минуста тұрған акциялар бар. Біз бірге жаңағы Uber деген акцияны алғанбыз. Ол әлі де минуста тұр. И оның жасыратын түгі де жоқ, өйткені ол уақытша минус, себебі фундаментал бойынша компания мықты. Поэтому ол акциялар минусқа кетуіне сіз дайын болып келу керексіз, өйткені ол нормальный нәрсе де. Өйткені нарық ол всегда солай жүреді. Сіз ойлайсыз өседі деп, ол кішкене құлап кетеді, қалған кезінде сіз дополнительно аласыз деген сияқты. Сопровождениеге бөлек төлейсіз. Мысалы, негізі желательно 1 миллион теңгемен бастауға болады. 1 миллионмен бастайсыз. И 1 миллионның примерно айтайын 600 000 теңгесі мысалы сопровождение болады. И қалған 400 000-ды сіз жаңағындай неге саласыз? Счетыңызға салып қойасыз. Еще бізде егерде бірден 600 000 теңге төлеуге мүмкіндік болмаса, бізде 50-ге 50 рассрочка деген бар да. Ішкі рассрочка, ешқандай банксыз халал рассрочка болып табылады. Яғни сіз мысалы былай жазсаңыз болады. 600 000 теңгені 300 000 теңгесін бір төлейсіз, бастай бересіз. И салған кезде 200-300 000 салып қойсаңыз болады. И дополнительно қалған ақшаны уже потом 1 айдан кейін, 1,5 айдан кейін төлесеңіз болады. Бұл 50-50 рассрочка деген нәрсе. Негізі бұл нәрсені тоже қоспаймын деп ойлап едім, бірақ та енді адамдарға ыңғайлы болғаннан кейін маған жақсы да, тоже адамдар қосылып, ақырындап акция ала берсе, үйрене берсе деген сияқты. Өйткені бұл жақта да енді мен максимально жұмысым бәрі ол акцияға аналитика жасауда. Ай жақта бұл жақта мен жұмыс жасамаймын, бұл жақта мен ақшам жұмыс жасайды. И сіздер де жұмыс жасамайсыздар да, маған жақсы. Бұл жақта сіздің ақшаңыз жұмыс жасайды. Главное сол ақшаны мен айтқан кезде салып отыру керек та. И сол үшін егер де сіздерде нақты желание болатын болса, мен айтқым келетіні, что давайте кеттік деген осындай. Қазір уже 300 000 теңгелік жоқ. Мен айттым ғой, ай сайын қымбаттайды. Өйткені мен желанием жоқ та, арзан. Бүйтіп
сатып сонша уақытын кетіріп осылай эфир өткізіп жүруге ше. Сол себепті мен конкретно айтқым келетін міне осы 400 және 600 деген ғана баға. Енді қандай сұрақтарыңыз бар? Давайте сол сұрақтар бойынша жүргізіп өтейін. Сентябрьда дейді, менде ай сайын 10 адам аламын, осы айда менде 3 адамға орын бар. И сентябрьда да, августта да мен ай сайын тек қана 10 адам аламын. Эфирдің басын көре алмасаңыз, енді мынандай ғой, ай сайын табам деген болатын болса, маған келмей қойсаңыз да болады. Ол басқа салаға барасыздар. Ай сайын табу бұл жақта енді қиындау болады. Енді 400 мың теңге тем более аз да ол. Если сіз маған айтсаңыз 10 миллионмен қанша табуға болады десе, мен айта аламын. 400 мың теңгемен ары кетсе 4 мың теңге табасыз. Оның бағасы 400 мың теңге болады 2 жылға. Мына жақта жазып те, уалейкум ассалам, сіз алған акцияларды біз соны алып отырсақ бола ма дейді. Оның бағасы 400 мың теңге 2 жылға. Яғни сіз айына егерде $100 сатып алсаңыз болады, бірақ ол уже қымбатта. Мен еще олай без обучения, без сопровождения, мен өзімнің қатысуымсыз олай алғым келмейді. Себебі сіз барлығын тоқта үйреніп алғандарыңыз дұрыс болады. Керемет. Сіз сияқты білімге курссыз жетуге бола ма дейді. Негізі жетуге болады ғой, просто негізі курс алса, ол по-любому жолыңыз тез дейді. Өйткені сіз, mesela біреудің опыты бар ғой, біреу 5 жыл, 10 жыл уақытын құртады. Сіз жүрмейсіз осы ұзақ 5-10 жыл құртып жүрсіз, сол опытын алыңыз да өз өміріңізге енгізіңіз. Менің ойымша бұл ең тиімді нәрсе де, уақыт жоғалтып жүргенше. Өйткені сіз өмір бақи жас болмайсыз, өмір бақи энергияңыз көп болмайды. Сол энергия көп кезде көбірек оқып, көбірек жасап тастау керек те. Түсінікті, эфир бізде ақырындап бітейін деп қалды. Міне топтық инвестициялық сопровождение не осындай. Бұның барлығына 50 рассрочка бар. Мысалы жартысын төлеп қосылсаңыз болады. Тоже мен жеке номерімді тоже жаса салайын. Так, мына жаққа жазасыздар. Сопровождение деп жазсаңыздар, уже мен дальше сізге жауап беремін. Если басқа да сұрақтар болатын болса, давайте ақырындап сөйлесейік. Өйткені бізде әлі де енді негізі 15 минуттай уақыт бар сұрақ жауапқа. Нақты қанша ақшадан бастау дегенде, нақты негізі азырақ ақшадан бастаған дұрыс ше. Там 100, 150, 200 деген. Егерде прям көп ақшаңыз болмаса. Өйткені сіздің көп ақшаңыз жоқ болса, өзіңіз стабильный жұмыста жасасаңыз, ол кезде сіз азырақ ақша салып, тәжірибе жинап алған дұрыс та. И тәжірибе жиналған сайын уже көбірек ақша саласыз да. Ал басында бірден 10 миллион бүйтіп салып жүремін деген ой болса, ол дұрыс емес қой негізі. Енді сіз кәсіпкермін, ақшам түсіп жатыр, бос ақшам бар, салып қояйын деп едім деп 5-6 миллион жасаңыз, ол нормально. Так, жаңағы айтқандағыдай, то есть азырақ ақшамен бастаған ол өте дұрыс шешімдердің бірі болады. Аз ақшамен саласыз, тәжірибе жинайсыз, тәжірибе жинағаннан кейін уже ақшаны да көбірек салсаңыз болады. Күмісті сатып инвест бастаған дұрыс па дейді. Күміс. БЦК-да енді қазіргі уақытта алтынның бағасы жақсы болып тұр, бірақ та именно БЦК-дан алтын алған кішкене тиімсіз дейді, өйткені оның сату және алу бағасының арасы үлкен ғой. 2-3 мың теңге паприка болып жоғалтып аласыз да. Лучше алтын алатын болсаңыз, мен мынандай алтын аламын. ИАУ деген алтын аламын. ИАУ деген не десеңіз, бұл физический алтындарды сақтайтын фонд, BlackRock-тың. Енді осы арқылы алсаңыз болады, негізі алтын алсаңыз. Презентация бере алмаймын. Презентация бергім келмейді. Неге? Өйткені енді бұл менің жеке жұмысым ғой. Ертең бұны біреу қайталап алады, конкуренттер бар деген сияқты, менде оған желанием жоқ. Қазіргі уақытта доступ навсегда деген негізі бар ғой. Енді алдыңғы уақытта доступ навсегда деп айттым. Қазіргі уақытта неге 2 жыл деп айтып жатырмын? Скорее всего, қазір қосылғандарға навсегда болатын. Скорее всего, навсегда болады. Бірақ та мен болашақта енді оларымдар үшін әлі де мысалы 5-10 жылдан кейін жауапкершілік алып жүре алмайтынымды түсіндім де. Бірақ та обещание беріп қойғаннан кейін бұрын алғандарға навсегда болады. Скорее всего, осы жылдың соңына дейін алғандарға мен навсегда дегенде енді былай қарасаңыз кішкене қорқынышты ғой, ол Құдай біледі де мен қанша уақыт өмір сүретінімді. Сол үшін мен навсегда деп айтуға кішкене қорқып қалдым да. И сол себепті мен 2 жыл деп отырмын. Негізі 3-4 жыл, 5 жыл болсын айналыса бересіздер ғой, разница жоқ. Мен просто 2 жыл дегенде формально айттым, шынымды айтсам. Өйткені навсегда деп айтуға шынымды айтсам қорқамын. Өйткені менің қанша уақыт өмір сүретінімді Құдай біледі ғой. Айдос, сіз қараңыз, $1000 салып, жылына $12,000 салсаңыз, енді жақсы кезде ол 30% үстінен тапсаңыз болады. Ал бірақ та мына $12,000 бірден қолыңызда болса, онда, конечно, көбірек табуға болатын еді. Енді сіз 1000-нан асықпай салып отырсыз, соответственно, тапқан пайдаңыз аз болады да. Бірақ екінші жылы уже сіз одан көп табасыз да. Екінші жылы уже сіздің қолыңызда ақша жиналды ғой. Сол себепті осылай жасайды. Сол үшін кішкене қорқып қалдым да, және навсегда деп айтуға. Так былай негізі енді өмір бақи көмектесуге дайынмын ше. 15-20 жыл, 30 жыл бойы бұл саламен айналысуға дайынмын. Неге десеңіздер, просто енді сізде команда жоқ, склад жоқ, жұмыс енді былай қарасаңыз тек қана онлайн, барлық жұмысыңыз тек қана жаңағы неңіз, сіздің аналитикаңыз.
ешкімге байланбайсыз, ешқандай жерге байланбайсыз, бәрі онлайн болғаннан кейін, соответственно, бұл мысалы мен өмір бақи айналысуға дайынмын да. енді басқа саладағыдай там рисковать етіп команда алып офис алып бүйтіп қиналып жүрмейсің да, ешкімге тәуелді емессің, конкретно өзіңе ғана тәуелдісің. И нарықта четко аналитика жасайсың, сол бойынша шешім қабылдайсың, ақша табасың, болды. сол үшін енді өмір бақи айналысып өмір бақи көмектесуге дайынмын, бірақ та навсегда деген сөзден қорқамын да, ол құдай біледі де оны. 50 мың теңге айына сала алсаң сопровождение бола ма дейді. Шынымды айтсам, енді сопровождение сіз тек қана білімімді көбейтем деген мақсатпен алғашқы 1-2 жыл қатты табыс тапуға дайын болсаңыз, ол нормально. Но бірақ та одан да дұрысы тезірек 1 миллион теңге жиналсаңызшы. Менде мысалы тегін ютубта курс бар ғой, сол курсты қараңыз, тезірек білім алып алыңыз, ізденіп алыңыз, көріп алыңыз. Егер прям түсінбей жатсаңыз, енді алсаңыз болады, хотя бы топтыққа қосылып. Но енді 50 мың теңге аздау болады да, көбірек салу керек, көбірек салу керек. Көбірек салсаңыз, соответственно, көбірек табасыз да. Енді инвестиция деген енді көпшілік адам айтпайды ғой, мысалы бай рассрочка адамда сатып жібереді де, мен оны сен мүлдем қолдамаймын да. Инвестицияға конкретно өзінің бүкіл базалық потребность жабылған адам кіру керек қой. Yani қаржы жоқ, нормально жүр, істеп жатыр жұмысын, ақша жиналып жатыр деген сияқты. Сол себепті осылай жасаған дұрыс болады. Тезірек 1 миллион теңге салу жолдары ол тек жұмыс жасау. Жұмыс жасайсыз, плотно жұмыс жасайсыз, уақыт құртпайсыз бостан босқа, иә. Енді әркімнің өзінің жұмысы бар ғой, менде өзім жұмысым бар, сіздің өздеріңізде жұмыстарыңыз бар. И сол жұмыс арқылы тапқан ақшаның бәрін осы инвестицияға салу керек. Так, айналысамын. Керемет. Валюта деген нәрсе қызық. Хорошо. Сол, егер де осы инвестицияға және қызықсаңыз, бірге бастаймын деген жалпы ниет болса, онда сіздерді күтем. Енді эфирде 100 адам отырдық, соңына қарай енді 64 адам қалыппыз. Егер де жекеде сұрақтар болса, жаңағындай чатты мен скоро ашамын, сол чатқа жазсаңыздар болады. Жеке номерге желательно жазбай қойыңыздар, егер тек сопровождение бойынша жазсаңыз болады. Былай жаңағыдай сұрақтар болса, чатқа жаза берсеңіздер болады. Онда барлықтарыңызға қош сау болыңыздар. Сіздермен келесі кездескенше бай болыңыздар, бақытты болыңыздар. Эфир бәріне ұнады деген ойдамын.